Мен бір хлопок беріп жіберіңізші. Беріңізші. Болды, запись кетті. Кетті ма? Все, босай береміз ғой, қалайсыздар достар? Так, моблогтар. Бүгін біздер YouTube модулін жайлы айтатын боламыз. Ең бірінші YouTube білесіздер, жалпы, там, что там бәрі жаңағындай видео көреміз, ана мына видео хостинг айтып отырмай қойып, бәріміз кіріп жүрген шығармыз. Жазып алсаңыздар болады. Жалпы онда YouTube-тың не екенін тоқталып отырмай қояйық. Так. YouTube-та канал жүргізгендеріңіз бар ма? Или немесе просмотр жасап, қанша подписчик дегендей бар? Канал ашқан. Ага. Аштыңыз, канал, Бүгін біздер, так, осы YouTube-тың бар ғой, 5 негізі бар, основа дейді ғой. Осы 5 негізді білсеңіздер, YouTube-та успешный ютубер боласыздар. Тем более сіздер моблогерсыздар, сіздерге ютубер болу обязательно. Сол үшін де осы моблография курсына осы YouTube сабағы қосылған, YouTube модулі. Оның себебі бар, енді себебін түсіндіріп жатырмын. Оның екі себебі бар. Ең басты бізге. Біріншісі, ол сіздер контент жасап, сіздер контент мейкерсіздер. Контенттің не екенін білесіздер ғой, Контент ол видео, анау мынау дегенде. Өтіп көрсін. Жазып отыр ма, канал? Бірінші сол екі себебі бар сіздердің ютубер болуларыңызға. Не үшін сіздер ютубер болу керексіздер? Біріншісі, ол сіздердің, яғни сіздер контент мейкерсіздер, видео түсіресіздер, видео түсіріп, сіздер оны ютубқа жүктеп, содан сіздер пассивный доход дейді ғой, былай енді. Төменгі ақша, жоқ дегенде алатын ақшаларын дейді ғой енді. Сондай ақша табуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал екіншісі, сіздер өздеріңіздің жасаған контенттеріңізді, яғни видеоларыңызды ютубқа жүктеп, портфолио қылып жинайсыздар. Портфолио не екенін білесіздер ғой, Ол сіздердің істеген істеріңіз. Мысалы, сіздерге клиент звондайды, мысалы, Бексұлтан бетіңіз. Бексұлтан мырза, қандай істеген істеріңіз бар? Сол кезде сіздер ютубты көрсетесіздер. Міне ютубта мен жасаған нәрселерім осы. Осыған қарап сіз баға берсеңіз болады. Мысалы, келісесіз ба, келіспейсіз ба, ары қарай жұмысты жалғастырамыз, немесе жалғастырмаймыз. Осы екі себеп жазып қойсаңыздар болады. Ютубта не үшін? Потому что біз ютубта оқымас бұрын біз не үшін, не керек екенін, ол моблографтарға не үшін керек екенін білдік. Біріншісі жаңағы сіздер ақша табу үшін, екіншісі сіздердің жинап қоятын жерлеріңіз, яғни портфолиоларыңызды. Клиентке ұсынасыздар, каналдарыңыздың сілтемесін жібересіздер. Ал енді табысты ютубер болу үшін сіздерге 5 нәрсені айтатын, жаңа айтқан. 5 негіз. Осы 5 нәрсені сіздер білсеңіздер, сіздер табысты ютубер боласыздар. Неге барлығы ютубта канал ашады? Жүргізе алмайды. Неге соның бәрі осы сырын айтатын боламын бүгін мен. Осы нәрсені жақсылап түсініңіздер и қайталаңыздар осы нәрсені. Өзі 5-ақ нәрсе, көп нәрсе емес. Ұмытып та қалмайсыздар. Жазып алайық та? Жазып аласыздар, обязательно жазып алыңыздар. Енді жалпы ютубтың құндылығын мен соңында айтам, пока осы 5 нәрсені түсіндіріп өтейін. Потому что қазір құндылығын айтсам, сіздерде уже фокус азаяды да, уже 5 нәрсені ұмытып қаласыздар. Ал 5 нәрсенің несін біліп алғаннан кейін барып құндылығын айтсам, не үшін сіздерге ютубта жұмыс жасау керек сіздерде деген бәрін соңында айтатын боламын. Ал енді 5 нәрсе, бірінші нәрсе ол заголовок. Видеоның тақырыбы. Ең бірінші сіздер қазір видео түсірдіңіздер, бір видео. Немесе ютубта офер емес, ютубта канал аштыңыздар, жаңа сіз айтқандай. Сосын енді ойланасыздар ғой, не түсіреміз деген сұрақ туады. Сіздерде еш нәрсе жоқ. Не түсіреміз? Қалай біз көрермендерді подписчик жинаймыз дегендей. Көрермендерге қалай біздің видеомыз баурап алады? Сұранысы не деп? Бірінші сіздер сұранысын анықтайсыздар. Ол үшін де ноутбук немесе телефонға кіреміз бәріміз. Телефондарыңыз бар ғой, Телефонға қазір кіріңіздер. Ютубқа кіреміз, приложениеге. Ютубқа кіреміз. Білеміз ғой, Ютуб бәрімізде бар, Android'та ол по умолчанию тұрады. Ал iOS-та, білесіздер, iPhone-да ол жүктеп алу керек. Бәрімізде бар, Поиск деген тұрады жоғары жағында. Іздейтін жер. Сол жерге мобилография деп жазамыз, подсказка шығады.
өздеріңіз білесіздер, Google-ға кірген кезде мобилография қазақша, сондай жазулар шығады. Соны мобилография деп жазыңыз, қандай сөздер шықты астына мындай подсказка береді. Қазақша мобилография, машина. Вот. Мәселе осындай болып тұр да, көріп отырсаңыздар. Біздерде халықтың сұранысы, жалпы айтқанда халық дегенде адамдардың сұранысын анықтауымыз керек. Біз просто так түсіре бермейміз ойымызға келген. Біз сөзге сәйкес түсіреміз. Бірінші біздер тақырыпты анықтаймыз. Любой нәрседе сондай ғой. Мысалы, мобилография дейді. Жазуды білдік, мобилография деген сөзді жазыңыздар и поисққа беріңіздер. Қандай видео шығады бірінші орында? Қазақша. Жоқ, сөз емес, видео. Асхат Шнари, урок первый дейді. Вот, біз осы сөзді біздер ютубта, сіздер, жалпы сіздер, біздер сияқты адамдар, халық, ютубта көп іздеген сөз, ең бірінші мобилография сөзін іздейді. Сөздің шыңы да бұл. Осы сөзге біз сәйкес сабақ түсірдік. Бірінші сабақ дедік та, мысалы. Бірінші сабақ деп жазып қойдық. Біз кез келген видеоны бара салып машина түсірген жоқ, бара салып фудсъемка түсірген жоқ. Біз просто мобилография деген сөзге видео түсірдік. Нәтижесінде 20 мыңнан астам просмотр болды. 22 мың, да? 4 ай бұрын салғанбыз. Енді ойланып қарасаңыздар, ол мобилография сабақ жалпы осындай видео сабақтарға бұл даже күшті результат та, жақсы результат. Сол үшін де сіздерге айтатыным, любой темада жүргізгеніңіз келеді сіздер YouTube. Әркімнің өздерінің экспертлігіңіз бар. Тіпті сіздер мобилография, мобилография темасына түсірсеңіздер болады. Жалпы сіздерге егер просмотр көп керек болса, сіздер ойланбайсыздар бірінші. Не түсірем деп. Просто жазасыздар поискке. Кіресіздер де YouTube-қа поискке жазасыздар. Мысалы, бір игра, геймер мысалы, подкаст жасайды или стрим жасайды. Сондай темаға Free Fire қазақша деген, Free Fire білесіздер ғой? Free Fire қазақша деген сөз бірінші орында тұр қазір. Сіздер қазір Free Fire видео түсіретін болсаңыз, Free Fire қазақша деп жазасыздар. Free Fire достарыммен ойнадым, там туысқаным келіп қалды, солармен бірге жүрдік, Free Fire ойнадық, емес, Free Fire қазақша деген сөз алыңыздар. Соған сәйкес түсіріңіздер. Егер қазақша там сұранысқа ие болса. Мысалы, қыздар не түсіреді? Кухняны түсіреді. Киім тігін жасайтындар бар, мысалы. Сол сөзді білуіміз керек. YouTube-та подписчик жинау деген сөзге видео түсіруге болады. Instagram-да подписчик жинау, охватты қалай көтереміз, бизнес бастау, бизнес ашу, сондай сөздер бар, ключевой сөз. Потому что ол көп сұранысқа ие сөздер. Сіз сол сөздерге сәйкес видео түсіресіздер. Қалған видео түсіре бермейсіздер. Потому что не үшін адамдар соны іздеп жатыр. Бұл заголовокпен жұмыс жасау дейді. Бірінші негіз осы. Жақсылап есіңізге сақтап алыңыздар. Просто так келесіздер, сіздер мобилографсыздар уже. Қолдарыңыз жақсылап үйренеді, и барасыздар да, все, ашасыздар, не түсіремін. Даже ше, мысалы, неше түрлі темалар болады, не только мобилография. Кіресіздер, поискке жазасыздар, қандай сөз шығады, бірінші соған сәйкес видео түсіресіздер. Өздеріңіздің экспертлігіңізге байланысты. Біреу тігін тігеді, біреу торт жасайды, біреу сатудан сабақ береді, сату онлайн, соған сәйкес болды. Инстаграмда подписчик жинауды көрсетесіздер ме? Әлде мобилографияның монтаж, машина жаңағы монтаж деп сондай сөзге сәйкес түсіресіздер. Егер монтаж жайлы видео салғыларыңыз келсе, мобилография монтаж деп тұрып, сол сөзді обязательно жазасыздар. Ол бір. Заголовокта уже біз біліп алдық не керек екен адамдарға. Подсказкалар арқылы. Ал енді екінші нәрсе, біз біліп алғаннан кейін халықтың сұранысын білдік, адамдардың екінші нәрсе ол сценарий. Әрине сценарий ол қатысты болу керек бірінші. Атына. Мысалы, сіз мобилография деп жасадыңыз, кіріп қалсаң ішінде Free Fire ойнап отырсыз да. Ол келген адам сразу шығып кетеді. Көбісі солай ойлайды, мен аламда там бір нәрсе Қайрат Нұртас анау бір нәрсе деп салып қоямын дейді болды. Басқа нәрсе өзім пихать етіп жіберемін дейді да. Көріп отырған адам ақымақ емес та ол. Оның уақыты даже қызық емес нәрсеге уақытын бөлгісі келмейді адам. Ол бәрінен сондай ғой, мысалы. Қызық емес кино көргіміз келмейді. Мейлі даже прикол көрсек те, мысалы, қызық болғаннан кейін көреміз, пайдасы болса да. Ал сіз бірінші сценарий заголовокқа сәйкес болу керек. Түсіндіңіздер ғой, а? Мейлі қандай сценарий болса да. YouTube-та правила жоқ. YouTube-тың өзінің правиласы бар. Мысалы, сіздер ойлау мүмкінсіздер, мен все, қазір бір миллионер болып алайын, дерзкий жарық алып келем, и білгіш болып алам. Керек жоқ оның бәрі. YouTube-тың өзінің правиласы бар. YouTube айтады сендерге. Все, 18+ болмасын, 18+ болғанда да ол тоже ыстақ болады. Ашық жалаңаш болмасын дейді, бір.
зорлық зомбылық болмасын, екі діни анау мынау бір бірін қаралайтын нәрсе болмау керек. Жалпы айтқанда былай конституциядағы заңдар сондай болмасын дейді. Сен қалай түсір, олай түсір, болды. Камераны былай түсіресің ба, былай түсір. Мынаумен түсірсеңіздер мысалы. Мынаумен түсірсеңіздер 16 пиксель, потом бұны түсіресіздер, YouTube-ға саласыз. Қызық емес болса, қызық болса, ол қандай качество не важно. Но сіздер мобиловщиктер ғой, сіздерге сапалы болуға тырысыңыздар. Потому что сіздердің клиенттеріңіз көреді. Сіздерге қарап, істеріңізге қарап, тапсырыс береді. Сіздер сол үшін курс оқып жатсыздар. Сапалы видео шығару үшін. Но YouTube-тың мен заңын айтып жатырмын да. Потому что YouTube-қа кірдіңдер ма, районына, ауданына кірдіңдер ма, соның правиласымен жүресіздер. YouTube диктовать етеді. Сен былай жүресің, сен былай жүресің. Сен 1000 подписчик жинайсың, сен анау қыласың, мынау қыласың, сосын саған біз партнерлық нені ұсынамыз дейді. Енді сценарий айтқандай, мен айтқым келіп тұрған нәрсе, сіздер күтіп отырмаңыздар. Бір кезде мен керемет адам болам, ақшам көбейеді, күшті сөйлейтін адам болам, оған қарамаңыздар. Сіз сала беріңіз просто. Адамдар хейт етеді көбісі. Сосын айтады сіздерге, мынау қуып жатыр, мынау әшейін бір орыстың сөзін переводтап айтып жатыр, ұрлап жатыр. Ондайға ешқашанда қорқуға болмайды. Олар айта берсін. Комментарий жазама, ол сізге көмектесіп жатыр сіздерге. Мысалы да. YouTube-та самый важный нәрсе ол комментария. Білесіздер ма неге? Жоқ, действие көп қой, мысалы лайк басу, дизлайк басу, подписка жасау, комментария жазу. Самый важный нәрсе ол комментария. Білесіздер ма не үшін? Потому что адамдар комментарий жазған кезде көп уақыт кетеді. Подписка жасау бір-ақ кнопка. Лайк басу бір-ақ кнопка. Дизлайк басу бір-ақ кнопка. Бөлісу тоже даже 2 кнопка поделиться, да, может, 2 рет басады. Ал комментарий неше рет кнопка басасыз? Бір әріп жазғанның өзінде, бір символ жазғанның өзінде, хоть нүкте қойсаңыз да бір-ақ кнопка. А потом ол басталады, сен неге былай деп айттың де, сен анаусың, сен мынаусың. Сіздің видеоңыз арқылы мен комментарий жазсам, сол себепті мен 10 секундымды құрттым YouTube-та. Ал көрермендер сіз себепті YouTube-та көп отыратын болса, сізге көп ақпарат береді. Ақпараттың не екенін білесіздер ғой, сіздің видеоңыз адамдарға көрсетеді. Осы бұл сценарий. Сіздер идеальный сценарий шығарам деп не қылмай қойыңыздар. Шығарғандарыңыз дұрыс, обязательно ол. Но сіздерде бастау керек. Сіз қазір барасыз, мобиловщиктер, тем более сіздер бастау керек. Любой көшеде жүрген балдар, кішкентай балдар жасап салып жатыр да. Мистер Бист деген не бар YouTube-та? Американдық. 98 жылғы бала. 2020 жылғы табысы YouTube-тан $29 миллион болған. Қазіргі күнде 89 миллион подписчик. $29 миллион теңге емес. Оны сіз де істей аласыз. Мен де істей аламын. Ағылшын тілін біліп, сіздер Қазақстандағы теманы Америкаға көрсетіңіз. YouTube-та граница жоқ. Мынау Американың YouTube-ы, мынау Қазақстанның YouTube-ы, мынау СНГ, мынау YouTube-та қандай граница? YouTube тілмен ғана граница. Сіз егер ағылшын тілін білсеңіз, Қазақстанда отырып, мейлі бір ауылда отырып, шалғайда YouTube, мысалы, интернетке кіретін жерде ағылшын тілін білсеңіз, сіз Американың видеосын көресіз. Африканың видеосын, Австралияның видеосын, Южный Американың видеосын көресіз, Латинская Америка, егер испан тілін білетін болсаңыз. Ал содан кейін ой келеді, неге маған ағылшын тілін үйреніп, немесе ағылшын тіліндегі темаларды түсірмеске? Даже сіз сөйлемей видео түсірсеңіз де болады. Сөйлемей видео түсірсеңіз де болады. Ал енді жаңа ойланасың, қайдан аламыз, қалай жүргіземіз, сценарий жоқ баста. Біз туылғаннан не емеспіз ғой, андай керемет адам, творчествоның адам емеспіз негізше. Мобилов енді оқып жатсыздар, енді бастап жатсыздар. Ну, сценарий жоқ, қайдан аламыз? 0. Не істеріміз білмейміз, иә? И потом YouTube-қа кіресіздер, ағылшын тілінде, и орыс тіліндегін қарасаңыздар да болады. Түсінбесеңіздер де. Мен 0-ден бастап айтып жатырмын да, 0. Бәріміз 0-мыз да, мысалы қазір. Айттық басында заголовоктан бастап идея. Біздер енді ешнәрсе білмейміз, сценарий жазып білмейміз даже. Просто ағылшын тіліндегі YouTube-тарды қараймыз. Біздің қалтамызға и уақытымызға сәйкес келетін видеоларды қараймыз. Как-то біреу сабын турап отырып көрген шығарсыздар, иә? Соның расходы қанша деп ойлайсыздар? Сабын сатып аласыз. Уақыт қанша кетеді? Сценарийден керегі жоқ ана. Пышақ сатып аласыз, канцелярский нож. Камераны қоясыз, все, турайсыз, бит-бит, кубик қылып. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Сөйтіп ақша тауып отыр да. Монтаж жасаймын. Даже монтаж жасамайды олар.
бүгін мен YouTube жайлы айтамын да, иә, монтажды. Сіздерге минимум сіздердің уақыттарыңыз аз кету керек, ақшаларыңыз аз кету керек. Сол кезде сіздер дамисыздар. Потому что мынау YouTube бұл сіздердің қазіргі істеп жатқан нәрселеріңізге кедергі келтірмеу керек. Кедергі келтірмеген жағдайдың өзінде сіздер ары қарай жалғастыра аласыз. Потому что әркім өзінің расходы бар. Біреулер квартирада тұрады, біреулер оқуының ақшасын төлейді, біреу жұмыста жүр, біреу стройкада жүр да, мысалы. Біреу ауыр жұмыс істейді, ол шаршайды. Ол 2 сағат күніге 1 сағат бөліп отыра алмайды, ол айлығынан жырып, бала шағасынан или там семьясынан или там сабағынан жырып, ол ақша шығарып отыра алмайды күніне. Мысалы, бір айда 100 000 теңге. Ал YouTube сіздерге соны көмектеседі. Бірінші кетіп қалуға. Тем более сіздерде қазір телефон бар, сапалы телефон, даже Samsung-та болады. Енді бәріңізде iPhone бар деп ойлаймын, енді көбіңізде, иә? Samsung-та болады, емес? Android-та. Android-пен де болады. Главное, сіздердің мақсаттарыңыз сіздер бастау керексіздер. Шетелге қарайсыздар, сценарий осы. Екінші нәрсе, ұмытпаңыздар, екінші нәрсе осы. Бірінші заголовок болды, иә? Екінші сценарий. Сценарий заголовокқа сәйкес келу керек, ал сценарийді қайдан аламыз? Сценарийді шетелдік нәрселерден аламыз. Бірінші, қалтамызға ыңғайлы и уақытымызға ыңғайлы. Осы нәрсе. Міне, сценарий осы. Бұл екінші нәрсе болды. Үшінші нәрсе бар. Үшінші нәрсе превью. Превьюдің не екенін кім біледі мысалы? Не нәрсе бар? Превью. Видео суреті ғой. Видео жасасаң суретін барасың. Обложка превью. Превью дейсіз. Иә. Негізі YouTube-та солай атайды. Превью дейді. Обложка десеңіздер. Мысалы, видеоға кірсеңіздер YouTube-ға, любой кіресіздер, иә. Кірсеңіздер де болады, түсінікті болу үшін. Бетінде обложка. Иә, бетінде тұрады. Осылай деді, былай деп айтты. Мысалы, бір жерге бардым, сондай. Онда өзінің шарттары бар, правилалары бар, өзінің жүргізетінше. Кірдіңіздер ғой YouTube-қа. Мысалы, көрсеңіздер, любой нәрсе жазыңыздаршы, или көріңіздер. Иә, мысалы, міне, Асқар Шыналиев мобилография. Бұл енді мен бұны совет бермеймін, кейін өзгерту керек. Кейінгілер бар андай. Каналға кіріңізші, Асқар Шыналиев деген каналға кіріңіздер бәріңіз. Сода видеолар бар, иә? Сода телепорт деген курсы шықты жақында. Салып болынды, толық нұсқа. Мысалы, мынаны көріңіз, мына көріңіз бе? Стоп қойсаңыз. Осы міне, превьюда бірінші өзінің шарттары бар, қандай болу керек превью. Осы 5 нәрсені айттым ғой, уже үшіншісін айтып жатырмын. Осы 5 нәрсе дұрыс болса, сіздерде YouTube-та мен айтып отырмайым, тег жазасыңдар, мынандай камера сатып аласыңдар. Ол вообще қиын сендерге ше. Олар кейіннен болады, мен айтпаймын, сапаға мән бермеу керек. Мен сіздерге сразу YouTube-қа кіргізуім керекпін. Ары қарай өздеріңіз дамисыздар. Бірінші класс сияқты ғой, бірінші сыныптағыларға барып біз алгебра, химияны айтпаймыз ғой. Барамыз да біз алгебраны мысалы берсек, ол түсінбейді. Оларға біз бір нәрсені үйретеміз, сол нәрсені жақсылап үйренсе, ол басқа нәрселерді үйренеді. А когда бір нәрсені әкелеміз, важный нәрсені, сол нәрсені үйренсе, ол басқа нәрсені үйрене алмайды. Сол үшін негіз деп айтылады да, ол ше. Қазақ тілінде білесіздер, негіз деген нәрсе кішкентай нәрсе, бірақ біраз нәрсені қамтиды. Сол нәрсені білсең, біраз нәрсені білесің. Сол айтқандай бұл негізді, маңызды. Осы нәрсені білмегендіктен адамдар YouTube-та успешный бола алмай жүр. Көбісі ашқысы келеді, көбісі даже камера сатып алып қояды ше. Дерзкий камера бар, жарық бар, бәрін. Локация дерзкий, да? Но просмотр жоқ. Текті толтырып қояды астын. Тек жазып жатыр. Өтіріктен жазып қояды былай-былай. Мысалы да. Ақыр соңында ол айырылады да жұмысынан. Уже расход көбейіп кеткен ғой оның үшін. Камера сатып алдым 1 миллионға. Жарық сатып алдым анау, короче. Соңында просмотр жоқ. 10 просмотр туысқандары өзінің WhatsApp-тан статустан көрген. Солар ғана көреді, не істейді басқа. Басқаларға қызық емес та ол. Ал енді мен айтып жатқан нәрсем сол. Үшінші нәрсе ол превью. Превьюді айтқанда жаңа обложкасы дұрыс болу. Ең бірінші превью яркий болу керек. Яркий деген мағына ашық деген мағына переводында. А бірақ бұл жерде басқа видеолардың қасында бір кәдімгідей жарқырап тұру керек былай айтқанда. Ол тіке мағынада емес, жарқыл болады ғой, жарқын. Билайнның темасын білесіздер ғой, сары, қызыл, сары и қара. Билайн жарқын жақта өмір сүреді, рекламасында. Билайнды қарайсың, как-то бір түрлі алыстан көрініп тұрады. Кәдімгідей, түсі сондай. Сіздердің превьюларыңыз сондай болу керек. Ашық, жарқын. Сосын ішінде шрифт бар ғой, шрифті түсінікті оқылатын болу керек. Бүйтіп қалған, жабысып қалған шрифттер болмайды олай. Жабысып тұрған ше, оқи алмайды. Деп қарайсыз, сол кезде оқиды.
шрифт 4 бұрышты оқылатын болу керек. Сосын дәу болу керек шрифт. Қанша үлкен болса сонша жақсы. И сосын түсі артындағы фонға сәйкес келу керек. Сәйкес деген не деген сөз? Ол читабельный, оқылады. Қызылға, қара фонға қызыл шрифт түсті қойып қойсаң, все, ол көрінбейді уже. Бүйтіп өткізе салады, басқа біреудің видеосын көріп кетеді. Сіздердің конкуренттеріңіздің. Потому что неге мен өйтіп айтатынмын? Өйткені YouTube'да бір категорияны шығарады. Бір категорияны қаса толтырып қояды бүйтіп. Сізге ұқсастар. Сіз игра ойнап отырсаңыз, немесе мобилография болсаңыз, мобилографияға қатысты видеоға шығарып қояды. Қасында. Сіздердің конкуренттеріңіз болады да. А сіз олардан дұрыс резко атылып шығу үшін, былай кәдімгідей, сіздің превьюіңіз дерзкий болу керек. Кликабельный болу керек, былай айтқанда, сізді басы салатындай. Көріп, басуға мәжбүр болады да. Болады ғой сондай, мысалы, көресіз, о. Бірақ енді кликбейт жасап жүрмеңіздер, слишком. Өтірік алдап. Пәленкес бір нәрсе өліп қалыпты, анау да. Басып қалса ондай емес та. Ол неуважение да ол просмотрға. Ол по-любому шықпайды, ол жақсылыққа апармайды, ол ат жағына апармайды, ол ондай адамға подписка жасамайды адамдар, ақымақ емес та. Бір нәрсе қылған, тонап кеткен, анау қылған, мынау қылған деп өтірікті қосып. Иә. Иә. Соның бір ориентировка ортада ұстау керек та. Жаңағыдай өтірікте прямойды жеткізбеу. Иә, сондай. Иә, сондай, сіз ондай адамға тіркелмейсіз ғой. Намыстан уже ашуыңыз келеді, неге мен мазақ қылды. Сізде 3-4 секунд уақытыңыз алды, сонда уже адам ашуланады да. Ондай уже сосын подписка олардан күтпей ақ қойды. Сол үшін де и ішінде персонаж болса, мысалы жаңа превьюда эмоциямен тұру керек. Мысалы, мен лотереядан $100 ұтып алдым. Арбатқа барып, былай қылып қоясыз. Деп тұрған сияқты, мысалы, бір эмоция бересіздер де персонажда, жаңа превьюда. Просто тұрмайсыз былай. Мен лотереядан $100 ұтып алдым, там, бір нәрсе телефон ұтып алдым, неден ше? Или там бір ойыншық ұтып алдым. Соны видеоға салған, оны әдемілеп жеткізу керек. Мысалы, мынандай оқиға болады, короче. Бір балалар барады да Дубайға барып, видеоға түсірдім, там Дубайда жүрмін, шомылдық, там яхта түсірдік, анау бір нәрсе, все, жаптық, үйге келіп салдық, просмотр жинамайды. Мен Дубайға бардым, адамдарға қызық емес па дейді. Адамдарға ешқашан да қызық емес, Дубайға кім бармай жатыр қазір? А сен Дубайға былай айтасың, Дубайға бардым, жүріп, паспортымды жоғалтып алдым, Қазақстанский посольствоға бардым, сосын тағы ақшамды жоғалттым, гостиницадан қуып жіберді, сөйтіп бір нәрселерді ұйымдастырсаң, онда сонда көреді ол. Қызықты болу керек та. Өзіңіз ойлап көріңіз, бір видео тұр, мен Дубайға барып, қыдырып қайттым, керемет болды. Екіншісі, Дубайға барып қадалып қалдым, сол проблемадан қалай шыққан жайлы осы видео шығардым депсің, мысалы. Түріңді бүйтіп қойған, бір нәрсе салып қоясыз, қиналып жатқан ше. Темаға сәйкес ше. Мысалы. Осындай болу керек та. Сценарий деген көрдіңіздер ғой, айтып жатырмын ғой. Превьюдің сценарий қатты андай. Сценарий жасаған кезде бар ғой, мықты жасау керексіздер. Қазір андай үйттім мен бүйттім деген болмайды. Ешкімге керек жоқ, оны сен туысқандарың и достарың ғана көреді. Біздің туысқандарымыз, достарымыз біздердің 10 мың адамға да жетпейді ғой даже. 100-200 просмотр ғана аластыр болды. Мен бардым, случайно келіп қалғандар. А жаңағыдай, мен осылай қылдым, қадалып қалдым, машина қағып кете жаздады, үйтті, ол құрастырады сценарий. Литвинді білесіздер, Моргенштерн білесіздер, бірінші видеоларын көресіздер Моргенштерн ше. Барып қарайсыздар, мен директормен ұрысып қалдым. Сен қызға тиістің, анау-мынау сөзін жазып алған, білмеймін, постановочный ма, не важно да, бірақ просмотр жинап жатыр. Сіздердің мақсаттарыңыз постановочный нәрсе жасасаңыздар да, бұл YouTube-тың заңы солай. Постановочный нәрсе жасасаңыздар да, сіздерде просмотр, действие болу керек, комментарий болу. Сізге 5-6 адам айтады, өтірік істеп жатсың, сен өтірік істеп жатсың. Қалған 100-і комментарий жазғандар. Все, нормально. Ой, керемет, молодец. Байқайсыздар ғой, көріп отырасың, бәрі постановочный да, қарайсың, пранктардың өзі сондай қазір. Просмотр көп, лайк көп. Тауыласың бір күн. Сен өтірік істедің сен. Я өтірік істедім. Бірақ адамдар одан ұялуға болмайды. Егер сіздерге просмотр YouTube-да успешный боламын десеңіздер, жаңағыдай кликабельный қылу үшін превьюді и заголовок сондай болу үшін, немесе жаңағыдай. Бұл енді пранк мәселесін айтып жатырмын мен оны ше. Жалпы YouTube-тың сущності ғой. YouTube-тың сущності. YouTube осылай, короче. Сценарийді жақсы не қылыңыздар, соған сәйкес превьюді жасаңыздар. Өтірік болып кетпесін, жаңағыдай бір нәрсе болды, өлді, анау-мынау, ондай емес. Но жаңағыдай болады ғой, бір затты керемет қылып айтатын адамдар болады. Американский фильмдерді көресіздер ғой, Немо деген көрген шығарсыздар. Не, мультфильм ол. Дисней ма? Дисней деп қойды ма? Ну, американецтер. Немо папасын жоғалтып алады,
папасын қойды, мен ұмытып қалдым. Папасын іздеп барады ол. Аквариумға түседі үйде. Соны бір керемет қылып жеткізген да, короче. Ау? Аха. Дауыстармен естіп тұр ма? Немо деген мультфильм білесіздер да? Сол жерде Немо папасын іздейді ғой. Ол сценарийді әдемі қылып береді. Ағысқа кіреді, аналармен сөйлеседі, кәдімгідей ше. Әшейін ол папасын бүйтіп іздеп жүрсе бар ғой, бүйтіп GTA-дағыдай ше. Ешқандай көрмейді оны ешкім. Соны американецтер біледі да. Какой-то бір. Неге олардың киносы қызық, неге біздің киноларымыз қызық емес? СНГ-ның фильмі. А олар какой-то нәрсені дерзкий қылып шығарады. Музыка қосып жаңағыдай ше. Кәдімгідей сіздерге атмосфераны береді, күшейтіп беріп жүреді. Ана жерде деген исторический фильм Трояны көрсеңіздер, Гладиаторды көрсеңіздер, драма полный. Гладиатор көргенсіздер ма? Иә. Полный драма анау деген. А шын өмірде ондай қызық емес ол ше. А біздің фильмдерді көресіздер енді, айтпай ақ қояйын аттарын. Жалығып кетесің да анадан. Жылатады я болмаса андай. Жылатқанда настроениені түсіріп жүреді төмен қарай ше. Маған ондай эмоция керек емес, маған әдемі эмоция керек, красота керек ше. Сондай да, жалпы сценарийді айтқан кезде сценарийға оралайық. Сценарий сіздерде кәдімгідей бір экшн, эпичный, кәдімгідей. Бумажный домды білесіздер ғой, иә? Сабақ болып жатыр ма? Съемка болып жатыр. Съемка болып жатыр. Ойын бөлінді бірісі. Не айтып отырайын? Так. Бумажный дом, иә? Так, бумажный дом көрген шығарсыздар, иә? Бумажный домда бірінші сезонның соңында, екінші сезон ба? Анау, атады ғой былайша, өлеңді қойып. Көрген шығарсыздар, иә? Спецаздардан. Көрсеңіздер болады, сол жерде обязательно көріңіздер. Сол жерде сценарийда мындай кәдімгідей әдемілеп берген да, музыкамен қосып, анау герой сияқты өледі да, былай. Бұл сценарийде бар ғой, кішкентай нәрсені, әшейін нәрсені күшейтіп көрсету. Бұл ютубта важно сендерге. Өйткені ол ютубта жақсы сценарий болу керек. Жаңағыдай Дубайға барып, әшейін үйтіп қалдым, мен бүйтіп қалдым. Просто қыдырып қайттым, барып Америкаға барып, қыдырып қайттым, Чикагода жүрдім, оқуға тапсырдым, келдім, сосын өте керемет, ана мына, оған қарамайды да, Америкаға барып, полицейский ұстап алды мені. Тағы да бір нәрсе, портменам жоғалтып алдым. Біреулер ұрысты, гостиницадан қуып жіберді. Магазинде продавецпен ерегесіп қалдым, деп ше, мысалы ше. Сондай болса, онда көреді. Сіздердің қолдарыңызда просмотр жинау. Сіздердің қолдарында бір нәрсе болса, это хорошо. А сіздердің қолдарында ешнәрсе жоқ болса, бұл проблема да. Сіздер шеше алмайсыздар. А сіздерге тапсырылса бір нәрсе, сіздер шешу керексіздер оны. Сол айтқанда сценарийға байланысты. Бірінші заголовок, екінші сценарий, үшінші превью. Превьюді айттым қандай болатын. Егер ұмытып қалып жатсаңыздар, мына видеодан көріп алсаңыздар болады ертең. Жалпы айтқанда осы. Маған инстаграмға жазып сұрап алсаңыздар да болады. Бес нәрсе не или жазып алыңыздар. Превью, иә, қандай болатын. Төртінші нәрсе, бұл енді сіздер үшін обязательно, даже любой ютубер үшін, любой блогер үшін, любой творчествоның адамы үшін ол сіздерге маңызды нәрсе, ол естеріңізді қатты сақтап алыңыздар, осыны сіздерге вообще керек нәрсе бұл. Ол авторский право. Авторский право не екенін білеміз, иә? Авторский право не екенін білеміз, иә? Сіздердің авторский право, ол сіздердің нәрселеріңізді қорғайды, жалпы сіздердің видеоларыңызды қорғайды, сіздердің музыкаларыңызды, сіздер егер музыкант болсаңыздар, музыкаларыңызды қорғайды, даже звуктан қорғайды. Сіздер қазір музыка, битмейкер деген білесіз ғой, бит жасайды, музыка жасайды. Музыка жасап жатқан кезде сіздер біреудің музыкасын ұрлап аласыздар, кішкентай кусок. Шиқылдаған бір жерін, содан ұстап алуы мүмкін сіздер. YouTube қорғайды сіздер. Потому что әр нәрсе ол ақша тұрады. Ал ақша ол білесіздер ғой, еңбекпен келеді. YouTube соны бағалайды. Мен сразу айтайын, Инстаграмда, ТикТокта ондай нәрсе жоқ. Сол үшін де сіздер ең бірінші, мен айтпаймын, ТикТокқа кірмеңдер, все, шығып кетіңдер, ол жақта жүрмеңдер, вообще ол анау базар деп ше. Инстаграм тоже базар, анау авторский право жоқ. Но мен айтпаймын, сіздер неге бірінші фокусты YouTubeқа аудармасқа. Егер сіздерді қорғап жатса, сіздерге ақша төлеп жатса, сіздерді тез көтеріп жатса, онда неге YouTube-пен де солмасқа да, мысалы айтайын деген. Мен соны түсіндім да, мен YouTube-қа кетіп қалдым сразу. Инстаграм, ТикТок ол қазір күнде базар болып кетті да. Білесіздер өздеріңіз енді, жалпы айтқанда. Авторский право жоқ, сіз видео саласыз, қазір сізде мысалы 500 подписчик, мысалы айтайын, сізде 500-ақ подписчик бар да. И мына кісіде мысалы 200 мың подписчик бар. Сіз видео түсіресіз, короче, видео түсіріп жатсыз, әдемі бір видео таптыңыз, сіз ол сценарийді
бір ай ойлап жүрдіңіз. Әдемі сценарий, өте келдіңіз де түсіре салдыңыз, әдемі сценарий жасадыңыз, Инстаграмға салдыңыз, рилсқа, и мына кісі 200 мың подписчик бар, алады, резко алып алады. Скачка жасайды, болды, все, ала салады. Не істейсіз, ешнәрсе істей алмайсыз. Бұл кісіге, сізге 20 подписчик келсе, бұл кісіге 200 подписчик келеді. Ол разве справедливо, ол әділетсіздік қой мынау, мысалы ше. Сіз кімге неңіз айтасыз содан кейін? Инстаграмға айтасыз ба? Инстаграм сіздің хабарыңызды да алмайды да. Инстаграм айтады, біз ешкімге ақша төлеп отырған жоқпыз. Иә, дейді, авторский право бар бізде бар. Ну қайда? Бәрі бір-бірін ұрлап жатыр да. Ал ұрлағаннан кейін білесіздер ғой не болатынын? Подписчик те сапасыз болады, автор да сапасыз болады ол жерде ше. Өздеріңіз білетіндей. Ал соны YouTube ойластырды да, все деді, авторский правоға жестко қараймыз. Бізге не важно оны қалай жасаймыз. Мен қазір бір видео шығарып салам. Өткенде Спайдермен көрдіңіздер ғой, соңғысын. Человек-паук шығады, короче, кинотеатрдан болып жатыр. Бүкіл әлемнен адамдар Человек-паукты видеоға түсіреді да, камерамен былайша кинотеатрға барып. Отрывогын салып жатыр бәрі. Спойлер етеді, подписчик жинаймын дейді. Кәдімгі качествосы жоқ. Білмеймін. YouTubeға салып жатыр. Біздер қарап отырмыз мына жақта. О, салып жатыр. Спайдермен шықты. Мә, Спайдермен үшеу болып кетті, анау-мынау, спойлер етпей ақ қойын енді. Спайдермен анау-мынау, короче, осылай біз көріп отырмыз. И бір сағаттай, бір жарым сағаттай өтіп, премьерасы болып жатыр. Америкада болған кезде премьера. Бізде уже бір күннен кейін келеді СНГ-ға. Сөйтіп қарадым, бір сағаттан кейін қарасам, аналардың бәрі өзі етіп тастаған. YouTube. Сіз енді ойлаңыз, әлемде қанша адам бар Спайдермен салған? 100 мың. YouTube соның бәрін істеп алады. Сіздің қазір видеоңызда Африкада отқан бір Африкадағы адам немесе сонау Японияда отқан адам сіздің видеоңыз салатын болса, сізге не келеді? Авторский право деген сол жаққа тұрады. Сол жерге басасыз, кіресіз. Сіздің видеоңызда мына кісі мындай канал ұрлап алыпты. Мысалы ше. Сосын не істейді? Сіз тауып аласыз. YouTube сізге айтады, жауап бересің ба или бермейсің ба? Сіз басасыз, кнопканы беремін. 7 күн бересіз или сразу удалит. Анаған бір несін береді, все уже. Ол сіз жауап бере аласыз деген жағы. Любой нәрсенің жақсы жағы бар. Любой емес, көп нәрсені деп айтайын. Көп нәрсенің жақсы жағы бар и жаман жағы бар. Жақсы жағы сіз жауап бере аласыз. Біреудің видео, сіздің видеоңыз ұрлап кетсе, ал сіз біреудің видеосын ұрлап алсаңыз ше деген сондай понятие болады. Кеп қалады ғой. Сіздің видеоңызды біреу ұрлап алған. Айттық. Жауап бересіз. Ал сіз біреудің видеосын ұрласаңыз ше. Болады я, оны да білуіміз керек. Сондай жағдайға айтады ғой. Жақсылықты да білеміз, жамандықты да білеміз. Жақсылықты соны істеу үшін, ал жамандықты не үшін білеміз дегенде, сол нәрсе келген кезде содан қашып кету үшін. Сол айтқандай, бізде авторский право біреудің нәрсесін ұрлап алсаңыз, мысалы, сіз мына кісінің сіз мына кісінің видеосын ұрлап алдыңыз. Сіз Южный Америкада тұрасыз, сіз Японияда тұрасыз. Арасы алыс, не важно YouTube'ға, сіз қай жақтан болған, оларға бәрібір да. Енді не істейсіз? Сіз ұрлап алдыңыз ба? Мына кісі көріп қойды, сізге жауап берді. Қауіпін айтып кетейін. 3 рет жауап берсе 90 күнде сіздің каналыңызды жауып тастайды. Не қыласыз? Сізде 200 мың подписчик бар. 3 жыл бойы терілеп жинаған. Сол үшін де ұрламау керек та. Алатын болсаң, жаңағыдай, мысалы, реакция берем, бір нәрсе қылам, анау қылам дейтін болсаңыз, онда ол кісінің шатымен аласыз. Белгілеп кетесіз астына, өз лицензия береді. Содан кейін барып сіз не қыласыз? Мынада алған видеом мына жақта тұр, оригинал. Онда да бұл кісінің рұқсатымен кез келген видеоны сала бермейсіз. Егер сіз сөйтіп 3 рет жалып алсаңыз, 90 күнде сіздің каналыңызды жауып тастайды. Ал егер жауып тастады, не болды? Оны да айта кетейін. Мына кісінің видеосын алған едіңіз, сіздікін жауып тастады. Сіз мына кісіге шығасыз, бұл кісінің почтасы тұрады, сізге жіберіледі. Барып айтасыз, кешіріңіз, мен білмей қалдым, немесе білдім, не важно да. Пожалуйста, кешіріңізші, мен каналыма аярлайын деп жатыр, енді қайтып ұрламаймын. Мынау дейсіз да, короче, хат жазасыз бұл кісіге почтасына. Бұл кісі енді бұл кісіге байланысты енді. Ол кешірсе, ақша бересіз ба, может, штрафын төлеп бересіз, өз араңызда YouTube айтады, давай өздерің шешіп алыңдар дейді. Біз араласпаймыз. Бұл кісі кешірсе, хат жазады YouTube-ға. Саппорт деп несі бар. Мен бұл кісіні айтасыз өзіңіз жағдайыңызды. Просто айтсаңыз да болады, мен кешірдім, қайтып алам жалықтарымды.
дейсіз болды. Сілтемелер қоясыз жаңа видеолардың. Немесе өзіңіздің шын неңізді айтасыз. Иә, адекватный жігіт екен, білместіктен істеген, немесе біліп тұрып, қазір енді өкініп маған шығып отыр, сол үшін де мен видеомды қайтып алам деп жазасыз. 3 күн, 4 күннің ішінде сізге каналыңызды восстановить етіп қайтарып береді. Сосын сіз енді қайтып ондай айналыспайтын боласыз, короче. Потому что смысл жоқ, өйтіп ұрлай береді. Сол үшін де сіздердің творчество болғандарың важно YouTube'ға. Сіздер арқылы ақша жасайды олар. Сіздер ол арқылы жасайсыз YouTube арқылы. Бұл авторский право деген нәрсе. Бұл сіздерге өте маңызды. Сіздерге көмектесіп тұр ғой. Сіздерге шанс та, сіздер істесеңіз де болды, все уже. Сіздерге қалдырып тұр. Ал Instagram сияқты айтып отқан жоқ ол ше, мысалы. Вот осыны сіздер ескеріңіздер. Тем более мобилографсыздар. Ал мобилограф ол ютуберге вообще екеуі бір-біріне бағынбайды, әңгіме жоқ. Ютубер адам обязательно мобилограф болу керек деген емес, ал мобилограф ол обязательно ютубер болу деген сөз емес. Бір-бірімен болып жүре береді. Но екеуі біріксе, вообще нұр үстіне нұр күшті болады. Ақшаны 2 есе табасыздар, білмеймін, даже 10 есе ма, даже білмеймін, қанша ақша кете береді ғой ары қарай. Өздеріңізге байланысты ол. Енді осы 4-ші нәрсе авторский право. Осыған қатты мән береміз, обязательно. Қалай ұрлайды, кім ұрлайды, ол білесіздер. Ұрлайды деген сөз кәдімгідей видеоны сіз алып алсаңыз, скачка жасап, салсаңыз, ұрлайды деген сол. Кәдімгідей ұрлық бірдеме, там көрсетпей бірдеме емес, ұрлайды деген сол. Көріп тұра ма, көрмей тұра ма, ұрлайды деген рұқсатынсыз алу. Смыслы сол ғой, енді адамның затын рұқсатынсыз алу. Енді соңғы нәрсе ол 5-ші нәрсе. Егер осы 5-ші нәрсе қатты маңызды, егер 5-ші нәрсе болмағанда YouTube болмайтын. Алдыңғы 4 нәрсе маңызы жоқ. Алдыңғы 4 нәрсе не екен дейміз ғой? Заголовок, сценарий, превью, авторский право. Бұна 5-ші нәрсе болмағанда 5-ші нәрсе. Алдыңғы 4 нәрсенің смыслы жоқ еді. Алдыңғы 4 нәрсе уже керек жоқ та сіздер үшін. YouTube болып отыр сол үшін. Миллиардерлердің компаниясы мысалы. Адамдар жаңағыдай 29 миллион тауып жатыр доллар. 5-ші нәрсе ол монетизация, бәріміздің жақсы көретін нәрсеміз. Монетизация деген білесіздер ғой, ақша табу. Сіздер келесіздер, видео түсіресіздер, заголовокқа сәйкес өттіңіздер, сол жолдарда тік өттіңіздер, төмен қарай. Соңында монетизацияға келдіңіздер. Монетизация. YouTube айтады, егер сіздер мен арқылы ақша тапқыларыңыз келсе, онда сізде шарт бар дейді, сізге қоятын дейді. 1000 подписчик жинау керексіздер. 1000 подписчик қиын ба YouTube'да разве? Инстаграмда қиын, мүмкін емес та, Инстаграм жүре бересіздер. Потому что Инстаграмға қиын болып кетті. Бұрындар болатын. Қазір байқайсыздар ма, көптеген адамдарға кіресіз, осыдан 1 жыл бұрын 60 мың подписчигі әлі сол 60 мыңда тұр. Блогерлер де сондай. 2 миллион бір нәрсе қарап көресіздер, әлі сол 1 жылдан кейін солай тұр. Ал YouTube аспанға ұшады. Жұмыс істейсіздер YouTube'да, контент жасайсыздар, ұшасыздар. Ал сіз Инстаграмда салай бер, бәрі көбеймейді. Көбінесе солай. Мүмкін емес, редкі көтеріліп кету Инстаграмда. Ал YouTube'да сіздер келе бересіздер. Неге ойлайсыздар олай? Инстаграмда бір-біріне қатты кедергі жасайды. Адамдар ше? YouTube'да да сондай, бір-біріне кедергі жасайды, бірақ басқаша жолмен. Енді Инстаграмда сіз видео саласыз, төмен қарай кетеді, енді қайтып көрмейсіз оны. Оны адамдар да көрмейді. 2 айдан кейін видеоларыңыз тоқтайды. Ал YouTube'да 10 жылғы видеоларды көресіздер. 10 жыл бұрын салып тастаған рекомендациямен YouTube лақтырып жатыр екен. Сосын астына комментарий жазып, YouTube неге 2017-те маған осыны көрсетпедің? Неге приколға жазады адамдар? 2018-де, 2019-да жоқ, 2020-да жоқ, 21-де жоқ, 22-де бар. Қызықсын деп жазып қояды да балалар енді. Көрермендер подписка жасап мұны. Сонда қарап отырсаңыздар, енді ойлаңыздар, бұл не деген не айтқым келіп тұр? Сіздерде YouTube'да просмотр не важно, жоғары, төмен деген зат жоқ YouTube'да. Инстаграмда бар жоғары. Бұрынғы салған нәрсен кете береді астына қарай бүйтіп. Астына кеткен нәрсе білесіздер ғой, заңда бар. Қолың жетпейді оған деген сөз. Оған просмотр аз оған. Кете береді. Нәтижесінде 100 мың просмотр, қалған 100 мың, осыдан 1 жыл бұрын 100 мың көбейсе 100-ақ просмотр көбейген. Ал YouTube'да кетіп барады аспан қарай. Өткенде бір Индияда не болады? Бір жігіт, Қазақстандағы жігіт, атын айтпай ақ қояйын, рекламировать етпей ақ қояйын. Бір жігіт Қазақстанға неге барады? Индияға барады 2 жыл бұрын осыдан. 3 жыл бұрын ба даже барады, съемка жасайды. Индияда мындай екен, андай екен, осындай екен. Все, түсіреді, салады, 2 жыл бұрын салады. Коронавирус басталады.
ковид басталады. Жақында соңғы рет ковид жазда болды ғой деймін, Индияда қатты вспышка болып, сол кезде сол просмотрға ілініп кеткен ананкі, бүкіл әлемге шығып кеткен да. Ана Индия бірдеме деген келген сәйкес YouTube ойлап қалған, о, все, мына Индияның мынаны көрсету керек оған деп, анау айтады, менің просмотрым көбейіп жатыр. Индиядағы ковидтің вспышкасы себепті, жаңа вирустың себебінен деп. Осындағы бір нәрсеге хайповый темаға ілініп кетеді. Хайповый білесіздер ғой, иә? Темадағы нәрсе мысалы. Ушу мысалы. Өткенде бізде мысалы митингте болды, анау мынау деді. Ол кезде де тема көтеріліп кетті, анау мынау бір нәрсе. Сөздермен. Біреулер былай пайдаланады, біреулер былай пайдаланады. Мәселе сол да. Сіздерде YouTube-та бар ғой, қаласыздар. Не важно, жоғары төмен деген нәрсе жоқ оларда. Көрермендер үшін сіздің видеоңыз төмен қарай кете береді YouTube-та. Бірақ көрермендер үшін тұра береді. Себебі адамдардың сұранысы көп, әртүрлі адам көп. Ойлайсыздар ғой, осы жерде 20 адам, 10 адам отыр, все болды, осымен бітті деп ше. А просмотр саласың, мен өзім видео салам, 700 мың просмотр болған. Қазақ тілінде Қазақстанда бір видео бар. Ойланасың, 700 мың адам қайдан, кім қарап отыр оны деймін да? Неғып жүрген адамдар олар? 700 мың адам білесіз ба, қандай болатынын алаңға шығарса бір көшені анау даже бар ғой. Сондай просмотр жинайды. Қазақстандағы ең мықты видеоларды бізде номер 1 видео білесіз ба, Қазақстанның видеосы. Қандай өлең екен? Ерке Есмаханның өлеңі бар. 120 бір нәрсе миллион болған осыдан мен алып жет айтамын. 120 бір нәрсе миллион бұл. Қазақстанның халқы нешеу? 19 миллион Қазақстан халқы. Қазір жақында 19 миллион болды. Ал 19 миллион халық бар, қазақша сөйлейтін 10 миллион дейік. Ал өлең қазақша 190 бір нәрсе. Ал бірақ музыка білесіздер ғой, қайталап тыңдалатын нәрсе ол. Ол бір адам 100 рет көруі мүмкін. Күнде соны тыңдайтындар бар. Күніге 10 рет тыңдауы мүмкін мысалы біреулер. Қайта қояды. Ол YouTube-тың нәрсесі да сондай. Енді сол мен айтқым келіп тұрған нәрсе, просмотр бешеный YouTube-та. Сол үшін де сіздер тоқтап қалатын заман емес. Монетизация білесіздер ғой, просмотр кеткеннен кейін монетизация келеді. Ал енді монетизация айтып отыр, 1000 подписчиктен келіп шығып тұр ғой әңгіменің бәрі. 1000 подписчик жинау оңай ма, қиын ба? Енді сіздер 1000 подписчик деген ерунда да ол жақта жинау. Просто сіздерге байланысты, жаңа мен айтқандай. YouTube-та жұмыс істеу үшін ол сіздерге байланысты, все. Сіздер істейсіздер, аласыздар, істемейсіздер, алмайсыздар. Это круто, да, когда сендерге тапсырып қойса бір нәрсені. Сенің қолында тұрса бір нәрсе ше, бұл жақсы. Айттым ғой, сенің қолында емес, басқа біреуге қатысты болса, онда қиын осы. Ондай нәрсемен шанс аз ондаймен көтерілу. Бұрында 90-шы жылдары, 80-шы жылдары актер болу үшін, кино түсіру үшін, клип түсіру үшін, ән айту үшін, білесіздер ме, қандай консерваторияны бітіру керек. Жалынып жүресің, студия біреу Алматыда бір-екі жерде ғана бар. Барып, ақша көп, байлар әнші болады деген сол кезде шыққан әңгіме ол. Байлар ғана әнші болады. Простой адам көтерілген. А сіздер не істейсіздер? Қазір гитараны ұстайсыздар да, тартып білмесеңіздер де, анау мынау бір нәрсе қылдым деп дерсік біреу айтасыздар, YouTube-ға салып жібересіздер, все кетіп қалды. Екінші күн тағы бір сөйтіп, мына ақша түсіп жатыр, все, мен тағы істейін давай. Болды, YouTube сіздерге көмектесті. Звездасын. Таныссыз, танылғандар деген нәрсе содан шығады да. Сол үшін де сіздер тем более мобилуршысыздар да, сіздердің қолдарыңыздан басқалардың бірнеше есе көп келеді. Басқалардың мобилуршы емес олар, түсінбейді. А сіздерде еще плюс бар. Плюс. Давай енді сіздер ақшаларыңызды шығарыңыздар YouTube-ға, кірісіңіздер, кіріп кетіңіздер. Не важно, мен әлі крутой болып кетем, мен әлі ақшам көп болады, мен дерзкий iPhone сатып алам, 13 Pro Max. iPhone бар, Android бар, 10 iPhone, 11. Сіздер түсіріңіздер, главное салыңыздар. Білесіздер ғой, қандай сценарий өтеді мобилурстарға жақсы. Бэк сценарий жақсы өтеді. Адамдар, көрген адамдар мобилурф болғысы келеді да, олар ше. Мысалы, бір объектіні қойып қоямын да, ше. Мен мына камерадан телефон аласыздар, телефон түсірген кезде арттағы адамда бірге түсіреді. Екі камера керек. Түсіріп жатқан адам болсын, басқа нәрсе, любой нәрсе. Мен барамда телефонда былай түсіремін де. Арттан менімен бірге мына нәрсені бірге түсірсе, осы нәрсе. Мына жақтан түсірмейді. Бәрін бірге алу керек. Ол адам көріп отқанын көргісі келеді. Қалай істеліп отқанын. Сіз мына жақтан түсіріңізші, мен бүйтіп жатырмын, бүйтіп ше біреуді. Мынау жоқ, тек қана мен ғана бармын. Если мен камераны былай ұстау керек десем, онда оны мені түсір онда. Ал ол былай ұстап тұрған, ол детальный көргісі келеді. Так, камераны былай ұстадым или былай ұстадым ма, или былай. Ол мына жақтан түсірген кезде полный көрінеді. Осы нәрсе Reels'та дерс өтіп жатыр, Инстаграмда. И шортста жақсы өтіп жатыр. Подписчик әкеледі сіздерге.
Қытайдан, Япониядан, Индиядан, сол жақтың адамдары сіздерге тіркеледі. А білесіздер ғой, ол жақтан просмотрдың қымбат екенін. Бізден 9 есе, 10 есе Американың нелері, рекламалары. Мен 100 мың просмотрға, мысалы 100 мың просмотрға $100 шығарсам, сіздер Қытайға, ну это Қытай емес, Қытайда білмеймін ғой, жоқ қойдым ол жақта. Япония, Индия, США, Европа, Южная Америка, соларға көрсетсеңіздер 100 мың просмотр, сіздер 9 есе аласыздар. YouTube жоқ ол жақта, иә? Ол жақта YouTube жоқ, мен білуімше. Google жоқ ол жақта. Көргендеріңізде сондай. Монетизация деген сол. Монетизация қостыру үшін 1000 подписчик жинау қорықпаңыздар, оңай. Енді 4000 сағат деген тағы шарты бар да. Аттары қорқынышты, бірақ істеуге оңай, сіздерге байланысты уже. 4000 сағат жинайсыздар. 4000 просмотр емес, 4000 минут емес, 4000 сағат 200, так, 1 сағатта 60 минут бар, иә? 240 мың минут болады. Қиын емес. Бірақ просмотрмен жинап алуға болады. Ну, бір видеомен. Сіздерге байланысты айтып отырмын. Жақсы видео түсірсеңіздер. YouTube'да кеңістік көп. Просмотр бітіп қалды. Мен бұрында 10 мың подписчик жинап алып ойлағам, мен адам бітіп қалды ма деп ше. Келмей қойды да бір күндер. Сосын ойладым, менің контентімда, менің темамда все бітіп қалыпты уже адамдар деп. 10 мың адам, ты че ол деген бір районның адамы. Ойланып отырмын. Оказывается, содан кейін тағы келіп бастады, кетіп жатыр, уже 50-60 мың. Ну, это 48 мың болды. Қарамай кетемін, кейде келеді, кейде келмейді. Контентке байланысты. Контент салам, келеді, контент салмаймын, тоқтап қалады. Дерзкий контент болу керек. Сосын, енді бұл екі шарт, бұл официальный шарт. Мен үшінші шартты айтып кеткім келеді тағы да. Жаңағы екі шарт деген 1000 подписчик, 4000 сағат. Үшінші шарт ол видео сіздердікі болу керек. Жаңағы баяғы әңгіме ғой, авторский право әңгімесі. Осы үш нәрсе болса, жаңағы үш несі, 1000 подписчик жинап қойдыңыз, 4000 сағат жинап қойдыңыз, автор өзіңіздің видеоңыз, звуктарыңыз, ну, это звук емес, өзіңіздің видеоларыңыз болды. И сосын сізге YouTube-тан хабар келеді, сәлеметсіз бе, мынау дорогой бір нәрсе деп. Қазақша жазады кейде олар, орысша жазады, ағылшынша жазады, неважно, так сізге келеді де айтады. Сіздің деңгейіңіз осындай ұсынысқа жетіпті, біз сізге ұсыныс жасаймыз, біз сізбен бірге партнер боламыз. Қаласаңыз бізбен бірге партнер жасасаңыз, онда заявка тастаңыз. Заявка 2 күннің ішінде біз қаралады, тексереміз тағы да. И сосын сіздерге біз шансымызды, яғни бізбен бірге жұмыс жасау құқығын береміз. Енді сұрақ туады, YouTube қалай ақша табады деген сияқты, білесіздер ма или білмейсіздер ма? YouTube қайдан ақша табады? Реклама. Жарнама. YouTube'қа, Қазақстанда YouTube'қа кіресіздер, қандай YouTube жарнама көрдіңіздер? Российский жарнамалар. Российский, қазақстанский. Видео, Диди, такси, өткенде осыдан 2 ай бұрын Диди шулап кетті. Ысқырып шыға береді. Anytime шығады, InDriver шығады. Пейсент пе, қаяқтікі сол? Қайсы? Пейсент бірдеңе деп шығады. Пейсент, платежный бір нәрсе. Сондай нәрселер шығады. Ну, не важно, қай жақтан екен. Ну, өзі жарнама. Мысалы, бір банк, Каспий банк реклама шығарады да, YouTube'қа айтады, давай, YouTube менің контенттеріне шығарып берші Қазақстандағыларға. Олар барып ана Америкадағыларға көрсетпейді ғой. Америкада отырсам бүйтіп Каспий шығып жатса смысл жоқ. Мен мысалы Дубайға бардым, Дубайда қарап отырмын да, Дубайдың арабский рекламалары шығып жатыр. Бірнәрсе. Мен Қазақстанның адамымын, не важно да. Мен Қазақстанда жүрдім, бірақ Дубайға барған кезінде Дубайдың рекламасы шығып жатыр. Америкаға барсам американский, VPN-ді ауыстырып қойсаң, сол жақтың рекламасы шығып кетеді. Қарасаң, немецкий реклама кетіп жатыр. Все Германияда тұр деп айтады да, мысалы. Сол үшін де жаңағыдай, ол компания ұсынады, любой бір компания. Сізде қандай компания бар? Мысалы, сізде бір приложение ойлап таптыңыз, иә? Балаларды оқытатын мектептегі. Сосын, ол приложениені қалай енді біз адамдарға көрсетеміз? Математикадан сабақ береді ішінде. Сөйтіп тұрасыз да Қазақстанға таратып жібересіз реклама. YouTube-ға айтасың, енді бәрінің нелері бар, алгоритмнің жұмыстары. YouTube-ға айтасың, давай мен $10 берем или $1000 берем, менің приложениемді реклама қылып бер. Сосын YouTube ақшаңызды алады да, так, Қазақстанда кім бар бізде видео салып жатқан? Соларға сал дейді. Салып береді соларға адамдар. Жаңа боттар салады. Мен жүрмін оның ішінде. Кана жүр мысалы, талантшы ше, каналдары бар да, Қазақстанда ше. Біреу мысалы, біреу мобилограф. Оның ішінде де ол да ойлайды. Мобилографтарға видеоның рекламасын жібереді. Школьный андай детский Free Fire'ға жаңағыдай приложениені жібереді. Маған приложениені керек жоқ қой, мысалы. Жас үлкен, оқуды бітіріп кеткен адамдарға 11 класстың или
9 класстың приложениелері, школьный приложение керек жоқ. YouTube сонда ескеріп қойған, жоқ бұларға көрсетпейік. Ну, там кішкене осы жігіттер келеді, студенттер келеді. Осының барлығын ол YouTube, Google білгісі келеді. YouTube пен Google барып сіздерді білгісі келеді негізі. Сіздерді аңдып отырады ол. Кім бұл? Қандай машинаны жақсы көреді? Айтқан сөздеріңізді де естіп отырады. Бұлар неге өйтіп айтты? Суретке түссе мысалы, жаңағыдай YouTube'да суретін тұрса, или описанием болса, мәліметті беру керек. Өзіңіздің бере алатын мәліметіңізді. Соған сәйкес сізге көмектеседі. Саған былай айтады сізге. YouTube айтады, қолыңды бер, мен сені тартып аламын дейді. Біз просто қолымызды берсек болды, өзі-ақ көмектеседі бізге. Сол үшін де қазір мүмкіндіктердің уақыты қазір. Мынандай қазір старт басталып тұр қазір, ше? Басталып жатыр мүмкіндік. Бұл қазір сіздер қазір бастамасаңыздар, ертең кеш болады. Ертең кеш болмайды, бірақ ертең қиын болады деп айтқан дұрыс сияқты. Потому что любой нәрсенің шегі бар мына өмірде. Уақыттың адам үшін. Мүмкіндіктің, мысалы, сол үшін де сіздер мүмкіндіктеріңізді жібере алмаңыздар. Тем более жастықтың да. Сосын YouTube'да, мен ол YouTube деген 20 жастағы баланың ісі. Түсінікті болады ма? Қызықты болады ма? Сұрақтарыңыз болса жазып жатсаңыздар болады. Все? YouTube білесіздер, ол көбісі ойлайды да, TikTok қойшы дейді. Ол 16 жастағы балалардың ісі, 13 жастағы, 20 жаста. Мен айтам, егер творчество болсаңыз, сіздер ұялмаңыздар. Ұялатын нәрсе емес. Ұялатын нәрсеге ұялу керек та адам. Ұялмайтын нәрсеге ұялу керек жоқ, значит. TikTok болсын, Instagram болсын, мен оларды да айтам. Себебі олар да бір, мен айтып отқаным, YouTube, все, YouTube-пен ғана айналысыңдар. TikTok, Instagram тастай салыңдар. Жоқ, никак олай болмайды. Сіздер творчествоға адамсыздар, бір контент жасайсыздар. Бірінші YouTube-тан бастаңыздар. YouTube-қа видео саласыздар, сосын Instagram-ға саласыздар, сосын TikTok-қа саласыздар. Сол видеоны. Бірінші обязательно YouTube-қа, бірінші TikTok-қа, бірінші неге? Не важно, да, на екі ше? Ауыса берсе болады. Неге мен өйтіп айтып отырмын? Потому что мен YouTube-ты жақсы көретін болғаннан кейін немесе мен YouTube-пен айналысатын болғаннан кейін емес. Мысалы, да? Потому что YouTube сіздерге YouTube видеоларыңыздың авторский правасын сақтайды. Ал сіз ойлаңызшы, сіз бір видео салдыңыз да, мысалы. Видео салдыңыз, бардыңыз да, Instagram-ға салдыңыз. А ол жақтан біреу ұрлап, YouTube-на сізден бұрын салса ше. Вот сол мәселе да. Сол үшін де любой видеоңыз обязательно YouTube-та тұру керек. Егер ертең біреу ұрлап алып жатса, скрытый болса да, жалпы ашасыз да, бере саласыз. Анадан бірінші видео YouTube-тан басталу керек. Сөйтіп қорғайсыз. YouTube-қа кім бірінші видео салады, соныкі болады. Неге білесіздер ма? Потому что біздің атымыз жоқ әлі. Егер мен какой-то бір атақты адам болсам, мен YouTube-қа барып жалып жасай аламын, кәдімгідей Америкада тұрсам, даже қарасында, мынау менің видеомды ұрлап алып, дәлелдей аламын. А сіз дәлелдей алмайсыз, мен дәлелдей алмаймын. Миллиондаған адамдардың арасынан, даже миллиард десем де болады. Енді миллиард пользователь, көретін адам болғанмен, бірақ миллиард адам жоқ қой, мысалы, контент создать етеді. Сол айтқанда айтып отыр да, өткенде Асқат мырза айтады, контент создавать ететін адамдар мен контент көретін адамдар екіге бөлінеді дейді. Мышкамен клик етіп, клавиатураның адам деген сияқты өткенде айтқандай. Сол үшін сіздер контент жасайтын адам болыңыздар. Соларда ақша бар. Контент көретін адам болмаңыздар. Сіздер даже ертең біреудің егер контент жасайтын болсаңыздар бар ғой, әшейін біреулердің видеосын көрмейсіздер. Біреудің видеосын көргеннің өзінде содан үлгі алу үшін, содан қызықтау үшін, содан пайда алу үшін просто так көрмейсіздер ендігіден былайша. Қызықтап, прикол. Болады арасында. Прикол көруге болады, анау көруге болады. Ол нагрузка. Бірақ сіздер өзіңіздей нәрсені көрген кезде мынадан не алсам екен, қандай идея алсам екен, қалай ақша жасай аламын мынау сияқты. Сондай ойда болу керек. Былай айтқанда брендті бар ғой, ең бірінші жүректе қалыптастыру керек. Жүректе қалыптастыру деген сөз басқа любой адамның алдында төмен болмау. Сіз өзіңіздің жүрегіңізде қалыптастырсаңыз, все уже нормально, уже жылжи. Бренд қалыптастырады деп айтады сол үшін. Мен бренд жасайын, бренд боламын демейді. Потому что бренд қалыптасу деген ол қазақтың тілінде жайлап болатын нәрсе айтады. Брендті солай қалыптасады. Көбінесе айтадым да. Обязательно солай болады жатқан жоқ. Кейде болып қалады, резко шыға келеді адам. Все. Удачный бір нәрсе болады. Оған шанс аз да. Простой смертныйларға біздер сияқты ол
қалыптастырады деп айтсақ та болады. Сол үшін де осы 5 нәрсе естеріңізде сақтап алыңыздар. Сіздерде енді қызықты нәрсе болды деп ойлаймын, себебі бұрын соңды естіген болсаңыздар да, естімеген болсаңыздар да, осыған жұмыс жасаңыздар. Сіздерге действие жасау керек, болды, все. Біліп алдыңыздар, жазып алдыңыздар, білмесеңіздер сұраңыздар, ұмытып қалсаңыздар, Инстаграмға жазыңыздар, сол жақтан жауап беретін боламын, если что. Осы нәрсе. Қандай сұрақтар бар? Бағана айттыңыз ғой, авторское правоны YouTube жақсы не дейді деп, қорғайды деп. Ал мен немді салдым өз материалымды. Бірақ каким-то образом менің видеомды алып Инстаграмға салады да. А YouTube қалай оны қорғайды? YouTube-ның арасында ғана қорғайды. Тек арасында. Иә, потому что әркімнің территориясы бар ғой. Жоқ, кішкене онда қызық емес та. Почему YouTube қорғамайды басқа Инстаграм? Инстаграмдікін Инстаграм қорғау керек. Ол минус, мен бұл жерде YouTube бәрін қорғайды деп отқан жоқ. YouTube өзінің ауданында ғана қорғайды. Платформасында. Инстаграм ондай жауапты, егер жауап болса, біз YouTube'ға айтамыз да, неге қорғамай жатсың өзіңде? Ал Инстаграм ол басқа компания. Ол минусы, мен бұл жерде айтып тұрған нәрсе Инстаграммен айналысу қиын екенін айтып жатырмын. Шындықты айтып жатырмын да. Енді Инстаграмда жұмыс жасайтындар ренжімесін, бірақ бұл енді шындық қой. Мысалы, соны айтып тұрмын да. Сіздердің YouTube'да обязательно жұмыс жасау керексіздер. Мен түсінбеймін, көбісін, халықты түсінбеймін да. Бәрінде Инстаграм бар, потому что доступный болғаннан кейін да ол. А YouTube'ға кішкене бас керек, ол жерге іріктеліп келеді адамдар. Білген адамдар, білімі бар, творчествосын ашқан адамдар сол жаққа YouTube'да жүреді. Неге қарайсыздар? YouTube'да көтерілу қиын дейді көбісі. Ой, блогқа салып тастай береді, блогқа салып тастай береді. А ол жақта, значит, ақша көп деген сөз да. Когда жақсы ғой, ақша көп беріп жатыр, адам аз болса еще. Это нормально, да? Ол бәрі болса, ол базар дейді да. Базарда не үшін заттар беспредел да? Мынау лас, су өтіп жатыр үстінен, кім болса кіре береді ол жерде. Инстаграмда, тиктокта сондай өкінішке орай. Сондай болып қалды. Тағы сұрақ қойса аламын, мен өзім негізі бұрыннан қызығып жүрмін да, YouTube'дағы ASMR дегендер бар ғой, тамақ ішіп, бірдеме жеп, жаңағы, соны тек аузын былай көрсетіп қоя алған. И неше түрлі тамақ, суши, китайский бірдеме. Енді дыбысын андай специальный микрофон болады екен ғой, ASMR. Чувствительный ба? Иә, бірдеме. Соны не дейді, сол тема қалай вообще, сол сценарий негізі? Ол тема енді біріншіден маған қызықты, а в целом қалай? Сіз оны не жасап көріңіз, қаншалықты тест па? Жасап көріңіз. Сізде қазір былай да, қазір сізде вообще подписчик жоқ та, ешқайсыңызда. Бар болса да жоқ деп айтайық. Енді қалай көтерілеміз деген сұрақ туады да. Бізде ақша жоқ, рекламаға салатын. Бар болса да жоқ деп есептейік. Нөлден бастап отқан адамдарға айтайық та. Тексеріп аласыз жаңағыда, осы 5 жолды біліп аласыз. Енді дальше не істейміз? Ал білдік, білгенмен не істейміз? Сол істемесек ары қарай. Айттым ғой. Біліп алдық, действие жоқ болса. Біліп алғаннан кейін теманы таптыңыздар. Сосын шортс деген видео бар. Шортс саласыздар. Шортс білесіздер ғой, Reels. YouTube'дағыдай. Соған саласыздар. Ол сіздерге ақпарат береді, подписчик сырттан келеді. Дерзкий видеоларыңыз Индияға көрсетеді, Америкаға көрсетеді. Енді ASMR мәселесін көрсеңіз болады, ASMR ма, не жаңағы. Жақсылап көру керек оны. Сізге главное соны бастау оңай ма главное? Сұранысын анықтайсыз, и сосын соны бастау оңай ма, жоқ па, соны білу керексіз. Қанша ақша тұрады, бәрін бизнес деген сол келген кезде, ойбай мен ақшам көп, сала бер, ақша жоқ, соңында бітіп қалған. Я ақша жоқ, я контент жоқ. Сосын енді қайтып бизнеске жоламайтын боласыз да уже. Лучше давай мен школда мұғалім болайын или там. Бәрі жақсы енді, мұғалімде жұмыстың бәрі жақсы. Вообще айтамын да енді, арманнан қош айтысады да содан кейін. Қателестік, кінәлі ойлайсың, о бизнес деген болмайды екен ол. Маңдайына жазса, там қалай там. Бір атып кету керек, сол везет деген адамға болады да, везет деген нәрсе ол. Везет деген жерде бар ғой, ол уже үмітіңді үзесің деген сөз. Везет ол саған қатысты емес. Саған нені бермейді везет деген әңгіме. Когда саған мүмкіндік берсе, ол везет деген әңгіме болмайды шықшында. Сол үшін де сізде қазір YouTube бар, барасыз, тексересіз, арзан болса жалпы мүмкіндікке байланысты. Ақша шығаратын болсаңыздар, нормально шығарыңыздар. Бірақ біліп барып істеңіздер. Өте ма, өтпей ма? Ақшаңыз көп болса да бар ғой, бизнеске келген кезде, ана біреулер айтады ғой, рисковать ете бер. Америкадағы бір байды көрсетеді. Ол Трамп деген ана миллионер болған екен, миллиардер болған екен, содан қайта түскен, төмен түскен. Ол Америкада ол. Мен айтып жатқан жоқ, олай істемеңдер деп. Америкада бомжға да пособие береді.
сен қазір далада қаласың. 200 мың, 300 мың теңге квартира Қазақстанда, Алматыда. А енді зарплата 100 мың теңге. О жақтағылар далада тұра беретін жерлер де бар. Иә, о жақта да оңай емес. Оңай еш жерде жоқ. Просто бізге мүмкіндік беру керек. Біз аспаннан ақша жаудыр демейміз. Бізге тиіспесе, бізге мүмкіндік берсе болды. Солай сол кезде істеуіміз керек. Просто жаңағыдай мен рискқа барам деп баса беруге болмайды. Есептеу керек. Аналитика деген сол үшін керек. Анализ жасайсыздар. Ютубта да бар анализ. Ютубта страшно дамыған аналитикасы бар ғой. Қарап отырасыз былай. Қызықсаңыз өзіңіз үйреніп кетесіз. Қанша ақша түсті, просмотр қайдан келді, қай елден келді, қанша жастағы адам келді, қай уақыттары көріп жатыр, қандай видео сізге, қандай подписчик келді, қанша. Соның бәрін айтып беріп отырады. Қанша пайыз поисктан келді, қанша пайыз рекомендуем, қанша пайыз каналдың страницасынан келді. Соның бәрін қарайсыз. Соған қарап видео түсіресіз. Бірінші видеоларын салып аласыз, и аналитика қарайсыз. Қайсы видео атты, атса неге атты, атпаса неге атпады, соны білу керексіздер. Аналитика деген өте қатты керек нәрсе. Түсінбесеңіздер, көріп қызықсаңыздар түсініп кетесіздер алдай. Бәрі орысша жазылған ана жерде, қазақша перевод болсында ғой. Ну, орысша ыңғайлы деп ойлаймын. Себебі қазақша кішкене ауырлау да. Көп сөздер қиын. Иә. Жалпы сіз көріңіз. Істеу бесплатно, иә? Микрофон аласыз ғой, оған тек. По-любому микрофон. Сіз қалай, жалпы айттым ғой, видеоның сапасына қарамай қойыңыз. Сіз бере алсаңыз болды, главное. Өйткені сіздің мүмкіндігіңіз соған сәйкес болып тұр да. Сізде қандай сұрақ? Менде ма? Иә, жаңа сұрақ қойдыңыз. Сұрайын деген, ютубта қанша просмотрдан қанша ақша табуға болады? Просмотрға емес, қазір сағатқа байланысты. Мәселен, сізде екі түрлі видео бар. Уақыт әртүрлі білесіздер. 1 минуттық видео бар, 10 кете береді, 10 минут, 20 минут, 10 сағаттық видеолар бар, иә? Реклама қанша рет көрсете аласыз сіз бір видеода? Мәселе сода болып тұр. 1 сағаттық видеода сіздің 10 рет реклама көрсете аласыз. Ал 10 минуттық видеода сіз үшеуін көрсете аласыз. 4-ін өзіңіздің қолыңызда 10 минуттан жоғары болса, 5-6 минут, 10 минуттан жоғары болса, өзіңіз рекламаны қоя аласыз. Мен мына видеоға 10 реклама қоямын. Мен мына қанша көп қоясыз, и ол қанша просмотр болады, сол кезде болады. Енді сіз ойлаңыз, көріп отқаныңыз 10 минуттық видео 5 рет реклама шығып кетсе, сосын шығып кетеді ғой, сосын надоел шығады ғой, реклама шығарып қайтайды. Ол уже көрерменнен айырыласыздар да. Мәселе сіздің сағатыңызға байланысты. Көбірек сағатты жинап ұстай алсаңыз адамды, это вообще лучше. 20 мың просмотрмен біраз ақша табуға болады. Просмотрға байланысты емес. Мәселе сол. Тағы қандай сұрақ? Бітті ме? Жаңа видеодағы рекламамен көрсететін арасында. Соған байланысты болмасын. Соған байланысты, иә. Бұл реклама болмаса ше видеода. Ақша төлемейді ма? Төлемейді. Обязательно видео болу керек. Видеода реклама болу керек. Пропустить рекламу деп шығады ма? Вот сол уже сіз реклама көріп отырсыз. Сіз оны басып ары қарай өтпейсіз. Сіз айтып отырмын ғой ютубта. Ютубтың бір жақсы жері бар ғой. Инстаграмда жүресіз ғой, аға көке мынау суши, мынау пиццасы, бір нәрсе, сушиін алыңдар ананың. Мынау керемет екен суши деп қор болып жүрсіз де, былай айтқанда ше. Ұят қой енді анау. Жоқ, нормальный бизнес қой ол. Бірақ іштен мойындау керек та. Мен де болсам сөйтетін шығармын, может. Бірақ іште сол тұрады да, бір затын өзірек айтып жатырмын ғой анау. Мынау деген керемет. Ал ютубта десеңіз, ютубта отыра бересіз да, мен қатысым жоқ, все, өзі көріп жатыр. Ютуб беріп жатыр, мен жусанды реклама қылып жатыр, там, бір нәрсе, менің қатысым жоқ, все. Ренжімеңдер маған. Мен қосып қойдым, все. Өзі случайно реклама, сізге сәйкес рекламаға келеді, болды көре бересіз. Рекламада әркім әртүрлі көрсетеді. Сіз мысалы машина жасайтын или андай запчастарға қызығасыз. А мына жігіт ноутбукқа қызығады. Бір видео көріп жатсыздар екеуіңіздер. Бір уақытта десек те болады енді. Бір видео көріп жатсыздар. Реклама басталып кетті. Сізге жаңа автозапчаст мысалы колесаны жүктеп ал, мынау деген приложение келеді. А мына кісіге сізге не келеді? Мысалы любой ноутбук, технодом, сулпак, мынау Каспийден сатып ал. YouTube біліп қойды да, так, мына кісі примерно мынандай адам, мына кісі мынандай адам. А бұған біз мынандай реклама береміз. Сіздерді бүйтіп ар жаққа тіркелген кезде сіздің действияңызға байланысты. Мен айтамын ғой, ютубта боттар бар ғой, боттар шешеді соны. Команда, мен программист болсаңыз, мен өзім программистпін. Соның бәрін шешеді да, сіздерді категорияға бөліп тастайды.
істеріңізге байланысты. Так, мынау әйел бірінші категория білесіздер ғой, иә? Еркек пен әйел болып бөлінеді. Сосын балалар кетеді. Сосын кетіп басталады еркек, әйел. Так, әйел болса, әйелдің маңдайы ол. Сериал көреді, корейский сериал көреді, или там турецкий сериал көреді. Көретін сериалы анау қызығатыны мынау уже бөліп жатыр да, уже тік-тік-тік. Еркек адам болса, қалаулым көрсе, қалаулым толып кетеді мынандай. Инстаграмда сондай. Сосын кетеді мына еркек адам болса, еркек адам так, мынау айналып келіп колесаның машинасын, жаңағыдай каналдарды көреді, или бизнес бастау жайлы көреді, Уоррен Баффеттің видеоларын көріп шығады. Трейси сөйтіп кетеді, мынау бизнеске қызығатын адам деп шешім қабылдайды, уже категорияға адам. Ол да себебі адам болғысы келеді да. Адамзат сондай ғой, бұрыннан ше ол көмексіздігі ғой адам. Осы жер бетінде жүргелі бері ше, өзі сияқты біреуді іздейді да, жұмсайды. Не істейді? Құлды ұстайды. Бір-бірін құл қылады адам. Құлды басқару қиын, күшейіп кетіп адамды өлтіруі мүмкін. Хайуанды ұстайды, хайуан әлсіз, слабый. Иттер сондай, мысалы, аңға шығады, түсінбейді, тоже слабый да. Жан-жақтан өзі білгіш, тек өзі сияқты работяганы іздейді да адам. Ондай адам таппайды. Роботтарды іздейді. Білгісі келеді, адамды білгісі келеді негізі, басына кіркеді, былайша, мынау не ойлайды? Аңдайды соны, киген киіміне қарайды. Сөйтеді де жаңағыда нені программирование, искусственный интеллект ойлап табады. Ол келеді де адамзаттың өмірін өзгерте бастайды. Бизнестің алдын алуын біледі, қалай жүреді, қалай бұрында 90-шы жылдар білесіздер, келеді, бизнес ашып, все. Отырады, былай, қашан клиент келеді маған, все. 500 мың тауып тастаған, ол 500 мың 5 миллион сияқты қазір. Қадалап сөйтіп. Қазір не? Таргетті қосып жүресің 5 мың теңгемен. Достар, мен суши аштым, мысалы, суши, пицца аштым. Суши, пицца ашқан емес та ол ешқашан. Тексеріп көреді адамдарға ше былай. Анализ жасайды. Сұраныстарын қарайды, қалай екен, қанша адам көрді, неге клик, әйелдер неге басты, қыздар неге басты, қанша бала басты, соның бәрін зерттейді да. Қазір сондай заманда, қазіргі заманда кедей болу вообще ұят айтайын ше. Бір нәрсе білмеу ше, дамып кетті қазір ше. Одан да дамиды деп ойлаймын ары қарай. Потому что қазір кедей болу қиын, чем бай болған. Кедей дегенде мен айтып отқан жоқпын, шіріп кеткен бай, анау дерзкий мысалы да. Қазір любой адам нөлден көтеріліп байып кете алады. Қазір бай болу үшін, жаңағыдай успешный болу үшін гений болып туудың несі керек жоқ. Былай айтқанда ше, гений болудың ше. Сол үшін де сіздерге қазір мүмкіндік бар. Осы ғасырда айтып отырмын ғой, қазір мүмкіндіктердің стартында тұрмыз да, басталып кетті уже давно. Оны бізге старт қылған не білесіздер ғой, иә? Бірінші Google алып берді. 98 қай жылдары басталады Google? Google бастады әлем бәрін ше, уже. Революция жасады десек те бар. Бәле емес, енді движениенің бәрі ғой, былай айтқанда. Google бастайды, поисковиктен бастайды, адамды зерттеп бастайды, одан кейін не кино көреді бұлар, не нәрсе алады, сайттың мәселесі қалай пайда болғанын білесіздер ғой, HTML, CSS. Бір-бірімен университеттер бір-бірінен не жібереді жаңағыдай. Ең бірінші тексттер шығады, ең бірінші сайттың нәрселері текст жазылған бірінші. Содан кейін музыканы, одан кейін суретті қосты, түсті қосты, одан кейін светті. Қызыл түс, ақ түс, одан кейін не істеді? Одан кейін суретті қосты, Чернобель, Nokia-да болады ғой бұрын. Одан кейін енді қосты, одан кейін звук қосты, кино қосты, соңында YouTube дүниеге келді арт жағында. Instagram шықты былай қарай атылып. Сөйтіп дамиды. Любой кезде кім айтады, Цукерберг айтады ғой, проект дейді да, ол дүниеге келген кезде дейді, не болып келмейді дейді андай. Полный, дерзкий, 100% болып келмейді дейді ол. Ол келеді бір нәрсе болып, мысалы, мына нәрсе дүниеге келеді, шығарады, как-то мына неудобно, флешкасы неудобно, үлкен, мен еще мынаған ақша ала алмаймын мен ше, мысалы. 2006 жыл 30 мың теңгеге алмаған қиын бұны. Давай лучше телефонға қосамыз деді. Сөйтті де камераны телефонға салды. Фотоаппарат шықты, фотокамера шықты. Давай видеоны қосайық. Қосты, ең соңында ана мысалы түсіріп тұрғандардың барлығы құрыды. Пейджер кетіп қалды, мысалы пейджер білесіздер. Олар да құрыды. Потому что әлсіз нәрселер, законды білесіздер ғой әлемде. Әлсіз нәрсе, пайдасыз нәрсе кете береді былай қарай. Сол үшін де адам да сол. Негізі суши негіздері бірді. Сол үшін де әлсіз болмау керек, умный болу керек, эволюция, даму керек былай айтқанда. Мен эволюцияның несіне өзім сенбеймін жалпы айтқанда. Но даму керек адам ше, жан-жаққа. YouTube шықты ма, YouTube'ты меңгеру керек. Instagram шықты ма, Instagram'ды түсіну керек. Көбісі ойлайды, давай YouTube-пен айналысасың ба дейді. Тек қана сонымен айналыс дейді. Иә, айналыса беру керек. Но. Бірақ мынандай әңгіме бар да. Врач болсаң, врачпен айналыс. Ол солай да. Врач болу үшін 7-8 жыл оқиды. Ол адамның өмірі. Ошибка жасауға болмайды.
сол мамандықтармен қазіргі мамандықтар салыстырады да. Сіз мысалы ютубер болып бар ғой, ютубер, инстаграм, тиктокта болып меңгере аласыз. Тағы екеуін тағы мамандықты қосып аласыз. Мобиловта бола аласыз. Потому что бұл уақыт нәрсені үйрену үшін бір-біріне тығыз байланысты біріншіден. Екіншіден бір-бірін үйрену оңай. Мобилов болып үйреніп алып бір жыл, бір ай оқыдыңыз, қайта бір ай практика жасадыңыз, дерске мобилов болып шықтыңыз, содан кейін тағы бір ай ютубер болдыңыз, тағы бір ай жүрдіңіз, тағы успешный ютубер. Екі мамандық бар. Екеуінде спокойно жұмыс жасай аласыз. А сіз врач бола алмайсыз солай. Мұғалім бола алмайсыз солай. Даже мұғалім болуға да болады, бірақ врач бола алмайсыз точно. Өйткені операцияға кіресіз. Мәселе адамның нәтижесіндегі жұмысына байланысты. Сол үшін де қазір бір адам 10 мамандық алуы мүмкін. Жаңағыдай мамандықтар да, мысалы. Программист, это программист, это вообще қиын нәрсе. Бірақ қазір оны жеңілдетті. Kotlin, Swift деген нәрсе. Қазір мен өзім айтишник болсаңыздар, оны жақсы білесіздер. Айтишниктер бар ғой, олар алдын алып біліп жүреді. Так, мына ертең мен ютубты түсінгенім, маған біреуге түсіндірген жоқ, мен айтишник болғасын түсіндім. Потому что бір приложение жасаған кезде адамға максимально ыңғайлы қылғым келеді. Ол қиналмау керек. Интернет-магазинге кірген кезде 2 клик басқаннан гөрі 1 клик бастыруға тырысасың. Бір басып сатып алдым, все. WhatsApp-та солай келді. Бәрі келеді, идеальный болып келмейді проект. Ол уақыт өте келе, жаңа Цукерберг айтқандай дами түседі. Instagram шықты бірінші, әшейін одан кейін стористі қосты ол ше. Перископтан сатып алды қойдым ол идеяны, шатаспасам. Ұмытып қалдым мен уже. Ну, это прямой эфир. YouTube-та шығарды, одан кейін шорт-старт жасап жатыр. Reels-та шығарды Instagram жақында 5-6 ай болды, 4 ай. Потому что Reels ол подписчик жоқ адамдарға арналған. Шорт-та сондай. А то келіп бәрі подписчигі бар, байып кетіп жатыр, дамып кетіп жатыр. Ал простой келген қарапайым юзер тым жоқ. Анаған жалынып, ақша бер, мен пиар етші, ақша бер. Сосын YouTube ойлады да, бұл бір-біріне ақша бермесін, ақша бізге берсін одан. Давай біз оларға көмектесейік. Сөйтті де Reels тығып жіберді отаға. YouTube-та шорт тығып жіберді жаңағы. Сөйтіп келді да, любой бір контент саласың, все, атып кетеді жоғары қарай болды. Бір қарасаң, Индиядағы біреулер лайк басқан, Қытайда. Бірақ ол керек емес, бірақ енді негізінде. Но сізге мотивация береді. Егер де қазір сіздерге байланысты қай жерден орын таба аласыздар. Сіздерге мүмкіндік берген заман келді. Бұрындар енді ол ән жаза алмаймын, студияға бару керек, $5000 клип түсіру деген баяғы заманда $5000 болған клип түсіру. Бесподобный клиптер. Қазақстанда білесіздер ғой, бірінші клип қайсы екенін? Мына бір 2002 жылдағы емес. 2002 емес. Рахат Тұрлыхан. СССР бойынша не Досмұқасан қойдым ана. Мен білуімше, естуімше, ал Меруерт Түсіпбаева қойдым бірінші. Жаңғырда тұратын 93-те ма? Ол 2001-де қойдым. Кім болды? Диназ Ахмадиев. Сол клиптер қымбат болатын. $5000. Байлар клип түсіреді, байлар әнші болады, байлар киноны вообще айтпайды ғой енді, оны мемлекет түсіреді оны. Не то, что кино түсіру, еден сіздер қазір кинода түсіре аласыздар да. Еще оның моментін қоймай ақша таба аласыз. А ол кездегілер ақша таба алмайды еді. Сол кезде артисттар, әншілер кедей болды сол кезде. Квартирада тұрды, а той бизнес келген кезде байып шыға келді олар. Олар театрда ғана ақша жұмыс жасайды. Кассета сататын, альбом, диск, анау дискті сататын. Америкадағы әншілер бай болды, мүмкін емес. Тупак Шакур, Эминем. Олар әлі күнге шейін музыка сатып алады. Бізде сатып алмайды, пиратский движение болып кетті. Соңында әншілер творчествоның адамдары қадалды да, короче. Бәрі әншіден шығып кетті. Содан кейін той бизнес келгеннен кейін бәрі әншіға секірді. А өткенде кризистан кейін все, уже ән жоқ. Енді уже ютубқа уже қайттан оралып жатыр да. Сіздер ютубта бар ғой, сіздер ертең бай боласыз, сіздер мықты әнші болып кетуі мүмкінсіздер. Сіздерде просмотр болу керек, главное. Мейлі сізде талант жоқ, ақша да жоқ. Но сіздер жақсылап Моргенштерн білесіздер ғой, Моргенштерн байдың баласы деп айтады. Бірақ ол байдың баласы болып тұрып көтерілу вообще қиын негізі. Ол өмірінде түсінбеген нәрсесін көтерілу керек та. Кедей болып тұрып көтерілу ол түсінеді. Бір балаға айтқан екен. Екі бала болған, бір әкенің, екі баласы болған. Біреу айтқан, успешный да, біреу, керемет, жақсы, бай, еңбекқор, сізге айттым ба? Или бізге айттым, білмеймін. Короче, екіншісі алқаш арақ ішіп кеткен ғой, короче. Сөйтіп барып сұрамай ма? Неге сен бай болдың? Деп ше? Неге сен алқаш болдың деп екіншісінен сұраған. Сонда екеуінің жауабы бір болғанда, мен әкеме қарадым деген. Әкесі арақ ішетін болған. Біреу айтқан, әкеме қарадым, потому что мен өйстіп жүрмейін деп еңбек еттім. Анау әкеме қарадым, әкемде арақ ішіп жүр ғой деп мен арақ ішіп кеттім дейді. Сол айтқанда сізде қазір главный айтқым келіп тұрған нәрсе, басты нәрсе сіздерге байланысты. Еңбек етесіздер, байысыздар. ютубта ол. Инстаграм, тиктокқа ешнәрсе айта алмаймын. Оларды мен істедім оның арасында. Ішінде жұмыс істеп көрдім, өзім инстаграм парақша жүргіздім.
бірақ ютубта шанс көп екен. И справедливо уже. Просто ютубта мен ойлаймын, инстаграмда, тиктокта сондай болғысы келеді, бірақ мүмкіндігі болмай жатыр деп ойлаймын да, өйткені слишком контрольдан шығып кетті да уже. Үшіңіз ютубер деген негізі курс бар ма? Ютубер деген курс менде жалпы бар, скоро болады уже. Бірақ практикамен келсеңіз де болады. Инстаграмда жоқ осы ютуб Бар ғой деймін я. Кім? Мейрам ба? Мейрам. Мейрамды көрсеңіздер де болады. Жалпы мен оқыма деп айтпаймын. Ол жақты біреуге реклама да қылмаймын. Просто айтатын дегенім, видеоны қараңыздаршы, солардың каналын. Тупизм видеолары, шын айтайын. Мен мына жерді қиып алып түсіру керек сияқты. Просто сіздерге айтып жатырмын да. Бірақ мен оны айтып жатқан жоқпын. Оны айтып жатқан жоқпын. Бұл жерде мен тағы да сіздерге сабақ айтайын деп тұрмын да. Не важно, адамдар сіздерге просмотр керек, и сіздер дешево түсіріп сізге хейт етеді, сіз керемет болсаңыз да хейт етеді. Күшті ақша салып істей беріңіз. Ой, сен халықты алдап отырсың, сен анау мынау жұмыс істемейсің ба, сен көшеге шығып қара жұмыс істемейсің ба, еркек қатынның жұмыс істеп жатсың, сен еркек бол деп шығады. Олардың ондай адамдардың сөзі құлаққа ілінбейді. Егер осы жолға келдіңіздер ме, сөзге мән бермеңіздер. Егер сөзге мән бересіздер ме, онда келмей ақ қойыңыздар сіздер. Дайын болып келіңіздер да осы жаққа. Көре алмайтындай айтады, біреулердің неше себебі халықты мен бұрында комментарияны қараймын. Вот тупой комментарий жазады да, шын айтайыншы, адамдар ше. Халық деп отқан жоқ, адамдар бар сондай. Әдейі жаза ма, шынымен жаза ма, мен точно білмеймін оны. Бір видео салғам, жаздың кезіндегі видео, қыста салсам, но не жаз болып кеткен ба дейді да. Адам ойлану керек қой мысалы. Любой кезде салады ғой адам видеоны. Қалай Алматыда жаз ба не дейді да. Кәдімгі жап-жасыл болып тұр да. Қыста салған видео. Еще біреумен неге маска кимейді дейді. 2 жыл бұрын салып қойған бір видео, жоқ 2017-те салған видеоға қарап, біреулердің видеосын түсірген. Қазір көріп отыр өзі, бүйтіп қарауға бас жетті ме білмеймін. Неге маска жоқ аналарда дейді да. Қайдағы маска? 3 жыл бұрын маска деген тема болмады ғой. Соны айтады да, неге маскалар жоқ, маска кию керек қой дейді. Видео қараса, қашан салынған видео екен. Енді просто адамдар әртүрлі ғой, білмейді ғой. Көптің арасында бәрі болады ғой. Сауат жоқ. Кешіріңіз, бір сұрақ бар да. Бір мені өзім есіме түсіп кетті да. Диета жөнінде ғой. Бір кісілер бар, бір апта бойы или 10 күн, 20 күн мен банан жеймін дейді. Сондай нелер бар ютубта, видеолар. Кәдімгідей ананы көрсетеді да. Уже 3 күн өтті, 4 күн, 5 күн, 10 күн. Соны сіз айттыңыз ғой, бағана интрига үшін өтірік болған сияқты. Все равно тамақ жеген сияқты олар да. Жейді ғой? Не айтады біліп қой, білмей қалсың, запись болып жатыр. 1 сағат өтіп кетті. 1 сағатта өтті ма? Все, команда. Сұрағыңызды қайта қойсаңызшы. Сұрағым бар. YouTube каналында бір видеолар есіме түсіп кетті да. 10 күн бойы мен тамақ жемей су ішемін дейді. Соны сосын анда қысқа не түрінде көрсетеді да. Мысалы, бір күнде міне бір күн әйтеуір шыдадым бүгін. Сосын 3 күн өтеді. Сөйтіп бүкіл видеоға сыйғызады да, сонымен или тек алма жедім дейді. Соларды ойлаймын да, астында көп лайк тұрады, жаңа комментарий тұрады. Ана шынымен де жемедім екен дейді да. Шынымен де тек арбуз жедім дейді, мысалы, 20 күн арбуз жедім, қараңыз. Сол шынымен де екен, или жаңағы как сіз ютубер ретінде бұлар просто как не ма? Интрига ма, преувеличит деп ше кішкене. Негізі біздер бұл жерде, сіздің қалай ойлауыңызға хақыңыз бар ғой, әрине, бірақ мен ютубер ретінде, егер осы жерде ютуб темасына жиналып отырып қой, ютубер ретінде айтатыным, мен оның сценарийіне мән беру керексіз. Келген кезде ол қалай шын істей ма, өтірік істей ма, бізге не важно да ол. Бізде бүйтіп қараймыз, ютубер не істейді бірінші, келіп қарайды, так, одан идея алу үшін. Так, мен мынандай видео шығарсам болады. Лайкын қарайсың, получается, ана халыққа өтті. Давай мен банан емес, басқа темада су ішіп жүремін, или қалай қарбыз жеп жүремін, Егер сіз істей алсаңыз, істе деп айтпаймын оны, ол денсаулыққа зиян біріншіден. Сіз барасыз, бірінші врачпен ақылдасасыз, мен істей аламын ба, істей алмаймын ба солай деп. Біріншіден мен кәдімгі көкірегі ояу, көз ашық адам ретінде барып, сұрақ қойып, адамдар мен істейін деп жатырмын. Ол сұраққа біріншіден солар жауап береді. Солар маман олар. Ал YouTube сценарий мәселесінде хитрствоға баруға болады. Просто істеуге болады, істеп көресіз. Лайкты баса береді. Қазір просто сондай видеолар өтеді да. Сізге, сіздің маңызды, сіз 10 күн бойы ашық болып жүру емес. Сізге жаңағыдай комментария, жалпы айтқанда подписчик ақша жасау керек сізге. Фокусты сол жаққа ұстаңыз да былай.
сіз соны көрсете алсаңыз, бірақ өйтіп мен бірінші врачтан ақылдасу керексіз. Егер шынымен істейтін ниетіңіз болса, мен ол жағына жауап бере алмаймын. Ал бірақ ол нәрсе айналыспаған дұрыс деп ойлаймын, потому что адамдар сіз себепті сөйтіп істеп жүруі мүмкін. Именно тамақ жемей жүру ол деген ол әр адамға әртүрлі әсер етеді ол. Біреудің ауруы шығады, сол кезде күшейеді, біреу жазылып кетуі мүмкін. Ол адамның жеке ойына қайтады ол. Сол үшін бірақ ол нәрсемен айналыспаған дұрыс. Потому что біз адамбыз ғой енді, адамшылықты да ұмытпауымыз керек та. Контент өскенде білгенімізді істеп, басымызды тығып, хайп қуалап ұстауға болады нормально ше. Дикостьқа баруға болмайды да ондай ше. Мысалы біреулер айтады, мен бір ай бойы жүгірдім, челлендж жасайды, салмақ тастадым, ондай видеолар бар. Это нормально да, мотивация береді. 25 минут болады, жүгіресіз, көрсетесіз, міне салмақ тастадым, айнаға көрсетеді өзін, арықтаған кәдімгідей әдемі видео да, ал жемедім деген ол енді қиындау ғой негізі. Сосын неге мына ютубта барлық кинолар жоқ, барлық кинолар мысалы гуглдан ғана таба аламыз да, ал ютубтан кейбіреулер бар полностью, а кейбіреулер тек нелер фрагменттер. Ол ұрлап салған. Авторский право ғой. Ютубта негізінде ол бәріне бан береді. Авторский право қорғайды, кино сіз көре алмайсыз ғой. Жоқ, менің ойымша былай. Жоқ, бар, мен жоқ деп жатқан жоқпын. Менің ойымша ол паленый өтіп кеткендер ғой. Менің ойымша былай болды да, ютубта барлық кинолар болу керек деген сияқты. Оказывается, барлығы жоқ екен. Ақша төлегендер көре берсін, пожалуйста. Фильмі деген тұрады астында жағында. Басасыз, сатып аласыз, көріңіз. Netflix, YouTube барлық нәрсе ақша ғой. Киген киіміміз, ішкеніміз, жегеніміз бәрі ақша. Кино тем более ақша ол. Қаншама бюджет кетеді киноларға. Біздер левый сайттарда көрген незаконный екен ғой. Незаконный бәрі, иә. Ақша төлеп жатқан жоқпыз. Жоқ, иә. Netflix-тен көресіздер, Netflix-тің каналы. Потому что біздер сондай пиратский заманда өмір сүргеннен кейін бәрі на халява да бізде. Фильм на халява, анау, мынау бәрі бесплатно, тегін, ақша төлегіміз келмейді. Бірақ каждый нәрсеміз ақша төлеу керек. Америкада сонда музыканы сатып алады, музыканы. Spotify ма? Ау? Spotify сонда бар. Иә. Artlist. Тегін музыкалар бар. Тегін беріп қоятындар бар. Ол үшін подписка жасайсың, подписка етесің, анау да. Ютубтың өзі тегін музыкалары да бар, беріп қояды. Сіздерге барлық ыңғайлық жасап қойған. Енді сабақ осы YouTube осымен бітеді, келесіде басқа кісілер жауап беретін шығар, сабақ береді. Асхат мырза, Қанат мырза, Талант мырза. YouTube осымен бітеді. Сабақ қалай болды жалпы? Сұрақтарыңыз бар ма? Есіге кірсеңіз ба? Үй жұмысы жоқ. Үй жұмысы ол, короче, постоянно осылай жүрсеңіздер болды. Жұмысына кірсесіздер. Мысалы бір видео кірдім ғой, мысалы. Маған керек емес, короче, шығып кетсем уже просмотр қосыла ма или қосылмаймын. Қалай? Бір видео кірдіңіз. Бір видео кірдім, сразу мысалы, кірдім, 5 секундын қарадым шығып кеттім. Просмотр қосыла ма, қосылмаймын. Қосылады просмотр. Просмотр деген сол. Просмотр ол қарадым просмотр. Жоқ. Бір аккаунттан емес, бір аккаунттан деген зат жоқ. Когда өзіңіздің видеоңызды өзіңіз қара просмотр жинайын деген ол біледі ғой. Біреудікін 10 рет қарасаңыз 10 рет просмотр. Потому что сіздің хақыңыз ғой көру ол. Біреу мысалы ол бір рет санайды. Музыка содан көбейеді ғой. Әйтпесе ол просмотр қалай ғой 120 миллион просмотр. Бір адам 100 рет көреді оны. Басқа да басқа. Жазылады. Сіз басында неткеніңіз болған жоқ па? Достарыңыздан, знакомый, попросить етіп көрші, пожалуйста. Сондай ой болған, бірақ сұрамадым, потому что пайдасы жоқ екен. Мен үлкен просмотр жинағанда көрдім да. Қайда дедім мен айттым. Өйтіп ол сосын ойландым. Мына іс болмайды дедім, короче. Халыққа қашан жалдым? Көп болса 100 просмотр жинағым. Не ол 100 деген? Маған керек. 100 мың керек маған. Ал попробуй 100 мың адам табу сен. Лучше мен контентқа не басын. Качество емес, контент дерс болу керек. Качество обязательно бәрі талап етіледі. Бірақ сіздерде качество бере алсаңыздар мәселе сода болып тұр ғой. Ютубты мүмкіндігін айтайын тағы да. Адамдардың каналын алып жүргізсеңіздер болады. 150-200 мыңға, 300 мыңға. Тағы да плюсы бар сол. Сол жақтан клиент әкеліп, сценарийді сол жақтан. Қазақстанда эксперттер көп, Алматыда, тем более. Алматыда жүрсеңіздер, аямай ақша жасамайтын жер ғой Алматыда. Инстаграм жүргізгенде болады. Иә. Зато ұялмайсыз. Жақсылап жүргізсеңіз, Инстаграмда жүргізу қиын негізі. Подписчик әкелесің, бірақ пайда жоқ та бәрі. Бір тиын келмейді да оған ше. Ал Ютубта уже ол бір рет қалыптастыра бастайды.
сосын ақша төлейді да оған. Инстаграм только. А ол рұқсатын сұрап обязательно. Ана знаменитый кісі. Сіз жайлы. Ол енді келісіп қой содан. А если рұқсатын сұрамайды? Болмайды онда. Аламайсың ғой. ютубты үйреніп аласыздар да тастайсыздар ғой былай дайректте коммерческое предложение бізбен жұмыс жасасаңыз былай біздер подписчик көтертіреміз бренд қыламыз сізді бізбен жұмыс коммерция ұсыныстың өзінің заңдары бар да қалай просто так салам алейкум мен сізге ютуб жүргізіп берейін давай деген болмайды да бірінші бастайсың Ол еще төлеп отырады ғой айына. иә сен кімсің сен компания қандай менің компаниям мынандай проблема шешеді біздің компанияда жұмыс істегендер мынандай подписчик жинайды ну это қызметі сценарий жазып береміз анау мынау короче 7-8 қызмет біздермен жұмыс істегеннен кейін короче қалай болады деген ұстады ғой короче айтқанда соңында телефон номер ақша болды жалпы сол енді бүгін сабақ бітті ғой мен түсіріп алу керек еді Түспей ма? түспейді ол